Құрметті тыңдарман, арнамызға қош келдіңіз. Бүгін сіздерге өмірден алынған шынайы оқиғаны ұсынамыз. Бұл отбасы, махаббат, ене мен келін арасындағы күрделі қарым-қатынас және адам тағдыры туралы әсерлі хикая. Бұл әңгіме сіздерді бей-жай қалдырмайтынына сенімдіміз. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше көп сызбай әңгімемізді бастайық. Ақмарал бұл үйге келін болып түскенде, алдынан қандай тағдыр күтіп тұрғанын мүлде білмеді. Ол бар болғаны, сүйген адамның жанында бақытты отбасы құруды армандаған қарапайым қыз еді. Бірақ бір шаңырақтың астында өмір сүре бастағаннан кейін, оның түсінігіндегі отбасы деген сөздің мағынасы түбегейлі өзгерді. Өйткені оның күйеуінің жалғыз анасы Ғалия ұлын ешкіммен бөліскісі келмейтін. Ал Ақмарал болса, енесінің жүрегінде өзіне деген өшпенділік неге соншалықты күшті екенін ұзақ уақыт түсіне алмады. Ақмарал қарапайым отбасында дүниеге келген ақ көңіл, тәрбиелі қыз еді. Ол ешқашан байлықты, немесе сән салтанатты армандаған емес. Оның бар қалағаны, өзін түсінетін, сыйлайтын адамға тұрмысқа шығып, бақытты отбасы құру. Ал Жігер Ғалияның жалғыз баласы еді. Ғалияның мінезде, өмірде оңай болған жоқ. Жастау кезінде ол күйеуін шын жүрегімен жақсы көрсе де, титтей нәрсеге мінезін көрсете беретін. Сонда да бар өмірін соған арнаған еді. Бірақ бір күні күйеуі үйге келіп, ешқандай түсініктеме берместен басқа елді таңдағанын айтты. Бәлкім, Ғалияның ауыр мінезінен шаршаған болар. Сол сәтте Ғалияның аяғының астынан жер кеткендей болды. Мен сенімен енді бірге тұра алмаймын, деді күйеуі суық қана. Мен басқаданды сүйемін. Ғалия не айтарын білмеді. Көз жасын төгіп отырып, оның қолынан ұстап қалуға тырысты. Ал баламыз ше, Жігер ше, баламызды қалай тастап кетпексің? Бірақ ер адам артына қарамады. Сол күннен бастап Ғалия үшін өмірдің ең ауыр кезеңі басталды. Ол жалғыз қалды. Қолында кішкентай ғана ұлы Жігері бар еді. Ғалия баласын ешкімнен кем қылмай өсіруге ант етті. Таң атпай жұмысқа кетіп, кешке шаршап үйге оралатын. Кейде үйге кіргенде аяғының ауырғанынан аяқ киімін шешуге де шамасы жетпейтін. Бірақ Жігерінің сабағын сұрап, тамағын дайындап, киімін жуып, бар жағдайын жасауға тырысатын. Балам, сен ғана менің бақытымсың деп, оның маңдайынан сипайтын. Жігер анасының жалғыздығын кішкентайынан көріп өсті. Ол ерте сейді. Анасы көмек керек болса, бірінші болып жүгіріп келетін. Мектепті жақсы оқып, университетке түскенде Ғалияның қуанышында шек болмады. Балам оқыса, менің барлық көрген бейнетім мақталады дейтін ол, көршілеріне мақтанып. Жігер оқуын бітірген соң жақсы компанияға жұмысқа орналасты. Бірнеше жылдан кейін менеджер қызметіне көтерілді. Жалақысы жақсы еді. Анасына да көмектесіп, үйдің барлық шығынын өзі көтере бастады. Бірақ Ғалияның жүрегінде жылдар бойы жиналған бір сезім бар еді. Ол жалғыздықтан, қорлықтан, тастап кеткен күйеуінен кейін өмірге сенуден қалған. Ең бастысы, ол жалғыз баласын өзінікі ғана деп қабылдайтын. Жігер өскен сайын анасының өміріндегі жалғыз тірекке айналды. Сондықтан Ғалия баласының өз алдына жеке өмір құруына іштей дайын емес еді. Бір күні Жігер жұмыстағы әріптесінің туған күніне барды. Сол кеште ол Ақмаралмен танысты. Ақмарал қарапайым қыз еді, артық сәнденбейтін, ешкімнің назарын әдейі аударуға тырыспайтын. Мінезі жұмсақ, өзі ақ көңіл болатын. Екеуі алғаш сөйлескенде-ақ бір-біріне қызығушылық танытты. Сіз BI Group компаниясында жұмыс істейсіз бе? Деп сұрады Ақмарал. Иә, менеджермін. Ал өзіңіз ше? Мен мектепте қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі болып жақында ғана орналастым. Жігер күлімсіреді. Керемет. Осы сөзден кейін екеуі ұзақ сөйлесті. Сол кештен кейін олардың араласуы жалғаса берді. Алғашында жай ғана сөйлесіп жүрді. Кейін бірге кофе ішетін болды. Демалыс күндері кездесіп, ұзақ серуендейтін. Жігер Ақмаралдың қарапайымдылығына, ешкімді жамандамайтынына, әр адамға түсіністікпен қарайтынына ғашық бола бастады. Ақмарал да Жігердің салмақты, жауапкершілігі мол жігіт екенін ұнатты. Арада 7-8 ай өткенде Жігер оған үйленуге ұсыныс жасады. Ақмарал қуаныштан көз жасына ерік берді. Шын айтасың ба? Иә, мен сенімен бірге өмір сүргім келеді. Бірақ Жігер бір нәрсені жақсы білетін. Бұл жаңалықты анасына айту оңай болмайды. Кешкісін ол үйге кіргенде
Ғалия ас үйде шай ішіп отырған. Апа, сізге айтар жаңалығым бар, деді жігер. Ғалия баласының жүзіне қарап, бірдеңе болды ма? Мен үйленемін. Қолындағы кесесі дірете қалды. Не? Мен Ақмарал деген қызбен кездесіп жүредім. Енді үйленуге шешім қабылдадық. Ғалия біраз үнсіз отырды. Қыздың кім екенін білем бе? Жоқ, бірақ жақсы қыз, өзі қарапайым, тәрбиелі. Ғалияның қабағы түйілді. Саған кім айтты оның жақсы қыз екенін? Жігер таңғалып қалды. Апа, мен оны 8 айдан бері танимын. 8 ай деген не? Адамды тану үшін 8 жыл да аз. Бірақ мен оны жақсы көрем. Ғалия баласына ұзақ қарап отырды. Оның ішіндегі бұрыннан жасырынып жатқан қорқыныш оянған еді. Мен енді баламды жоғалтып алам ба? Ол осы жылдар бойы жігерді тек баласы емес, өмірінің жалғыз мағынасы ретінде көрген. Тіпті жеке меншігі сияқты көріп келген. Енді оның жанында басқа ел пайда болмақ. Ғалияның жүрегіне сол сәтте-ақ қызғаныш ұялағанын өзі де түсінбеді. Мен ол қызды жақтырмаймын, деді ол ақыры. Жігер үнсіз қалды. Апа, сіз оны әлі көргенде жоқсыз ғой. Көрмей-ақ білемін. Нені білесіз? Ғалия жауап бермеді, тек терезеге қарап отырып. Әйел адам баласын дүниеге әкеліп, жалғыз өзі өсірсе, ол баласын біреуге бергісі келмейді, деді ақырын. Жігер анасының қолын ұстады. Мен сізден ешқайда кетпеймін. Бірақ Ғалия оның сөзін естігенімен жүрегіндегі қорқыныш басылмады. Ол Ақмаралды әлі көрген жоқ еді. Бірақ болашақ келінін сол күннен бастап-ақ өзіне қарсылас адамдай қабылдай бастады. Ал Ақмарал болса, Ғалияның бұл сезімнен мүлде хабарсыз еді. Ол жігермен бірге жаңа өмір бастайтынына қуанып жүрген. Бірақ бұл үйдің табалдырығын аттаған күннен бастап, оның өмірі бұрынғыдай болмайтынын ол әлі білмейтін. Жігер анасына Ақмарал туралы айтқаннан кейін бірнеше күн бойы Ғалияның қабағы ашылмады. Ол баласының үйленетінін қабылдағысы келмеді. Бұған дейін жігердің әрбір шешімін өзі бақылап үйренген. Қайда баратынын, кіммен араласатынын, тіпті кейде не киетінін де сұрап отыратын. Енді оның өмірінде басқа ел пайда болды. Ғалияның көңіліндегі ең үлкен қорқыныш та осы еді. Үйленсе, мені ұмытып кетпей ме? Бір күні жігер жұмыстан келген соң анасының жанына отырды. Мама, сізді Ақмаралмен таныстырғым келеді. Осы жексенбіде үйге шақырсам қалай қарайсыз? Ғалия бірден жауап бермеді. Өзі танысқысы келіп жүр ме? Иә. Жарайды, келсін. Жігер анасының келісіміне қуанып қалды. Рахмет, мама, өкінбейсіз. Ғалия оған қарап жымиған болды. Өкінетін өкінбейтініңді көрерміз. Жексенбі күні кездесуден кейін жігер Ақмаралды анасымен таныстыруға үйіне алып келді. Жол бойы Ақмарал қобалжып, ал жігер оны тыныштандырып жүрді. Есіктің қоңырауы соғылып, Ғалия есікті ашты. Алдында Ақмарал тұр еді. Қасында ұлы жігер. Ақмаралдың үстінде қарапайым ғана ашық түсті көйлек. Қолында шағын ғана сыйлық салынған пакет бар. Анашым, бұл Ақмарал, танысып қой. Ақмарал, бұл менің анам, деді жігер. Сәлеметсіз бе, апай, деді ол күлімдеп. Танысқаныма қуаныштымын. Сәлеметсің. Ғалия қызға басынан аяғына дейін үнсіз қарап шықты. Ақмаралдың жүрегі әлденені сезгендей болды, бірақ ол сыр бермеді. Кір, деді Ғалия, қысқа ғана. Рахмет. Ақмарал үйге кіріп, аяқ киімін шешті. Мынау сізге, апа, кішкентай сыйлығым. Ғалия пакетке бір қарап қойды. Әуре болыпсың. Ештеңе емес. Жігер. Мама, Ақмарал өзі таңдады. Иә, көріп тұрмын. Ақмарал диванның шетіне жайғасты. Ғалия болса, оның әрбір қимылын бақылап отырды. Қыздың шашына қарады, киіміне қарады, сөйлегеніне құлақ тұрды. Бірақ не істесе де көңілінен ештеңе шықпады. Ақмарал шай үстінде әммеге араласуға тырысты. Апа, жігер сіз туралы көп айтады. Сізді қатты жақсы көретіні көрініп тұр. Ғалия бірден. Әрине, ол менің жалғыз ұлым болса, жақсы көрмей қайтеді. Ақмарал үндемей қалды. Жігер анасына қарады. Мама, Ақмарал да сізбен жақын болғысы келеді. Әлі көрерміз. Бұл сөз Ақмаралдың көңіліне тиіп кетті, бірақ ол қабағын өзгертпеді. Бірінші кездесуде мені бірден қабылдай қоймауы мүмкін. Уақыт өте келе түсінер деп өзін жұбатты. Біраз уақыттан соң Ақмарал ас үйге көмектесуге ұмтылды. Апа, шайды жинауға көмектесейін. Қоя бер, қонақ болып отыра бер.
Сөзі сырттай сыпайы болғанмен, даусында жылылық жоқ еді. Жігер бәрін байқап отырды. Ақмарал болса, ештеңе көрмегендей күлімдеп, қайта орнына отырды. Кешкісін Ақмарал үйіне қайтатын уақыт болды. Рахмет сізге, апа. Мені қабылдағаныңызға қуаныштымын, деді ол. Ғалия: жақсы. Жігер Ақмаралды шығарып салуға дайындалды. Есік жабылған соң, ол қайта үйге кірді. Ғалия сол сәтте ақ: Жігер, отыршы мұнда, деді. Жігер диванға отырды. Ғалия баласына қарап: маған мына қыз ұнамады. Жігердің қабағы түйілді. Неге? Несі ұнайды саған? Мама: түрі де бір түрлі. Беті де онша емес. Өзін тым қарапайым көрсетеді. Сөйлегенде ұнамады. Жігер еріксіз күліп жіберді. Мама, сіз адамды түріне қарап бағалайсыз ба? Мен әйелмін. Әйел адамды әйел адам жақсы таниды. Бірақ сіз оны 5 минутта танымайсыз ғой. Ғалия ренжіді. Менің көңілім тарпады. Болды. Мама, үйренісіп бітесіздер. Жоқ, үйренсесіз. Жігер, мен саған жамандық ойлап тұрған жоқпын. Мен сені ойлап отырмын. Мен де өз өмірімді ойлауым керек қой. Ғалияның жүзі өзгеріп кетті. Демек, сен менің сөзімді тыңдамайсың. Тыңдаймын, бірақ бұл жолы шешімді өзім қабылдағым келеді. Ол қыз сені менен алыстатады. Жоқ, мама, Ақмарал ондай адам емес. Сен қазір оны қорғап тұрсың. Өйткені ол маған ұнайды. Ғалия үнсіз қалды. Жігер анасының жанына жақындап: мама, мен сізді ешқашан тастамаймын. Ақмаралды жақсы көргенім үшін сізді аз жақсы көріп кетпеймін. Ғалия баласының жүзіне қарап тұрып, бір сәтке жұмсарғандай болды. Бірақ ішіндегі қызғаныш қайта бас көтерді. Жақсы, үйленгің келсе үйлене бер. Жігер қуанып: шын айтасыз ба? Ғалия көзін тайдырып: айттым ғой. Бірақ оның даусы суық еді. Жігер мұны байқамады. Ол анасы ақыры келісім берді деп ойлады. Сол түні Жігер Ақмаралға телефон шалды. Ақмарал, мама сені жаман көрген жоқ. Басында сәл салқын болды, бірақ үйренісіп кетеді. Телефонның ар жағында Ақмарал біраз үнсіз тұрды. Жігер: иә? Анаң мені ұнатпағанын сездім. Оған көңіл бөлме. Мен тырысамын. Сен тек маған сен. Ақмарал жымиып: мен саған сенемін. Ал сол уақытта Ғалия өз бөлмесінде жалғыз отырды. Көз алдына Ақмаралдың бейнесі келе берді. Бұл қыз менің баламды менен алып кетеді. Ол алғаш рет бір шешімге іштей бекінді. Егер Ақмарал келін болып осы үйге кіретін болса, онда бұл үйге дәрі бұрынғыдай болмайды. Ғалия өз үйінде өз билігінің әлсіреуіне жол бергісі келмеді. Ал Ақмарал болса, сол үйге келін болып түсуге дайындалып жүрді. Ол болашақ енесінің жүрегінде өзіне деген қарсылық әлде қашан басталып кеткенін әлі білмейтін. Жігер мен Ақмаралдың үйлену тойы жақындаған сайын екі отбасы да байындықпен әбігер болды. Тойға дейін Ғалия Ақмаралдың ата-анасымен арнайы танысты. Ақмаралдың әкесі сабырлы, көп сөйлемейтін кісі еді. Ал анасы жылы жүзді, адамдарды ренжітпеуге тырысатын. Қызымызды сіздерге аманаттаймыз, деді Ақмаралдың анасы жымиып. Екеуі бақытты болса екен деп тілейміз. Ғалия сәл ғана басын изеді. Әрине, біз де соны қалаймыз. Бірақ оның даусында ерекше жылылық сезілмеді. Ақмаралдың анасы мұны бірден байқады. Ол қызына бір сәт қарап алды да ештеңе демеді. Бәлкім мінезі сондай шығар, уақыт өте келе бәрі реттелер деп ойлады. Ол қызының көңілін түсіргісі келмеді. Өйткені Ақмарал Жігерді жақсы көретін. Ал ата-ана үшін баласының бақыты бәрінен қымбат еді. Той болатын күнде келді. Ақмарал ақ көйлек киіп, ерекше сұлу болып көрінді. Жігер оны көргенде біраз үнсіз тұрып қалды. Не болды? Деді Ақмарал күлімдеп. Сен бүгін бұрынғыдан да әдемісің. Шын айтасың ба? Шын? Екеуі бір-біріне қарап күлімсіреді. Сол күні олардың қуанышында шек болмады. Тойға екі жақтың туған туыстары жиналды. Ән айтылып, би биленді. Ақ тілектер айтылып, жас жұбайларға бақыт тілегендер көп болды. Ғалия да сырттай қуанышты кейіп танытты. Бірақ оның көзінде өзгелер көрмейтін бір мұң бар еді. Ол баласына қарап отырып, енді менің Жігерім бұрынғыдай болмайды деп ойлады. Той аяқталған кезде түн әбден ауған. Жас жұбайлар шаршап шалдығып Ғалияның үйіне келді. Ақмарал сол үйге алғаш рет келін болып аттады. Босағадан аттағанда жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол жаңа өмірінің дәл осы жерден басталатынын сезді. Ғалия: кір, деді қысқа ғана. Ақмарал басын изеп:
Рахмет апа. Тойдан кейін қатты шаршағандықтан көп ұзамай екеуі бөлмесіне кірді. Ақмарал төсегіне басы тиісімен ұйықтап қалды. Жігер де шаршаған еді. Ал Ғалия болса таңертең ерте тұрды. Үй ішін жинастырып, шайын ішіп, келіннің оянуын күтті. Сағат 9 болды. Ақмарал оянбады. 10 болды. Әлі үн жоқ. 11 болды. Ғалияның қабағы түйілді. Ақыры бөлменің есігі ашылып, Ақмарал ұйқылы ояу сыртқа шықты. Қайырлы таң апа. Ғалия оған бұрылып қарады. Қайырлы таң дейтін уақыттан өтіп кетті ғой. Ақмарал сағатқа қарады. Ой, ол қатты қысылып қалды. Сағат 11 болып кетіпті. Ғалия суық үнмен. Алғашқы күннен ақ осылай түске дейін күйеуіммен жарысып ұйықтасаң әрі қарай не болар екен? Деді суық дауыспен. Ақмаралдың беті ду ете қалды. Кешіріңіз апа. Кешірім сұрағаннан не пайда? Тойдан өте кеш келгендіктен өте қатты шаршап қалыппыз. Тойға барған жалғыз сен емес шығарсың. Ақмарал үндемеді. Ғалия сөзін жалғастырды. Келін болып түскен әйел ең бірінші күннен үйдің тәртібін білуі керек. Таңертең ерте тұрып, үлкеннің шайын дайындау келіннің міндеті. Иә апа, түсіндім. Білмесең, енді үйреніп ал. Ақмарал басын төмен түсірді. Кешіріңізші, енді қайталамаймын. Ол шын жүрегімен ұялып тұрды. Жігер бөлмеден шығып келе жатып, әңгіменің соңын естіп қалды. Мама, кеше тойдан түнде келдік қой. Ақмаралдың шаршаған рас. Ғалия бірден баласына бұрылды. Мен саған айтып тұрған жоқпын. Келінге айтып тұрмын. Бірақ сен араласпа, Жігер. Жігер үндемей қалды. Ақмарал күйеуінің қиналып тұрғанын көріп. Жігер, қойшы, апа дұрыс айтады. Мен ертерек тұруым керек еді. Ғалия осы сөзді естігенде ішінен бір нәрсені түсінді. Мына қыз тым жуас екен. Ол Ақмаралдың дауыс көтермейтінін, қарсы сөз айтпайтынын байқады. Сол күннен бастап Ғалияның оған деген көзқарасы өзгере бастады. Бірақ жақсы жаққа емес. Керісінше, ол келіннің момындығын өз пайдасына жарата бастады. Ақмарал, шайды сен құй. Ақмарал, үйді жина. Ақмарал, мына киімдерді жуып қой. Ақмарал, дүкенге барып кел. Ақмарал ешқашан неге мен деп сұрамады. Жақсы апа дейтін де айтқанын орындауға асығатын. Бір күні кешке ол жұмыстан шаршап келген Жігердің киімдерін үтіктеп отырды. Ғалия сыртынан қарап тұрды. Мен сенің жұмысқа барғаныңды қаламаймын. Апа, мен жақында ғана тұрып едім жұмысқа. Шыға сал жұмысымнан, үйде де тірлік жетеді. Ақмарал сәл ойланып тұрып. Жігер, бұған қалай қарайды екен? Баламды өзім көндіремін деді. Ақмарал келін болып түсе сала, енесіне қарсы шығуға батылы жетпеді. Жақсы деді, басын изеп. Ғалия үнсіз бұрылып кетіп бара жатып ішінен қарсы шықпайды екен. Демек осы үйде кімнің сөзі өтетінін кез түсінеді деп ойлады. Ал Ақмарал болса, сол түні төсегіне жатып үнсіз жылады. Ол Жігерге айтқысы келмеді. Анасын мен үшін жаман ойлап қалмасын деді. Жігер оның қасына келіп, шаршадың ба? Ақмарал көз жасын сүртіп күлімсіреді. Жоқ, бәрі жақсы. Мама бірдеңе айтты ма? Жоқ. Жігер оның маңдайынан сүйді. Бәрі біртіндеп үйренісіп кетеді. Ақмарал басын оның иығына қойды. Иә, мен де соған сенемін. Бірақ ол бір нәрсені білмеді. Ғалияның бүгінгі әрекеті жай ғана бастамас еді. Ал оның момындығы енді сол үйде өзінің ең үлкен әлсіздігіне айналмақ болатын. Үйленгеннен кейін алғашқы күндерде Жігер мен Ақмарал өздерін бақытты сезінді. Екеуі бір-біріне үйренісіп, бірге таңғы ас ішіп, жұмыстан кейін әңгімелесіп, кешке ұзақ сөйлесетін. Ақмарал үшін бұл көптен күткен жаңа өмір еді. Бірақ Ғалия үшін бәрі керісінше болды. Ол күн өткен сайын баласының келіншегіне жақын болып бара жатқанын көріп, іштей мазасыздана берді. Бұрын Жігер жұмыстан келсе, анасының қасына отыратын, кешкі шайды бірге ішетін, не болғанын айтып, анасының әңгімесін тыңдайтын. Енді үйге кірген бойда, Ақмарал қайда? Деп сұрайтын. Бөлмеде. Жігер бірден келіншегінің жанына кететін. Ғалия сырттай үндемегенмен, оның әрбір қадамын бақылап отыратын. Бір күні кешке Жігер мен Ақмарал бөлмесінде сөйлесіп отырған. Ғалия есіктің сыртынан олардың күлген дауысын естіп қалды. Оның қабағы түйілді. Бұрын менің жанымда отыратын еді. Қазір әйелінен басқа ешкімді көрмейді. Түн болғанда Ғалия өз бөлмесіне кірді. Бірақ көп ұзамай қайта шықты. Жігер! Баласы бөлмеден шықты. Иә, мама. Бүгін қонақ бөлмеде жат. Жігер антан болып қалды. Неге?
Қонақ бөлмедегі диванды бір қарап шықшы. Бір жері сынып тұрған сияқты. Мама, бәрі дұрыс қой. Мен саған жат дедім ғой. Жігер біраз үнсіз тұрды. Ақмарал екеуміз бөлмеде жатамыз. Ғалияның жүзі өзгеріп кетті. Үйленгеніңе бірнеше күн болды екен деп, анаңды мүлдем ұмытып кетпе. Мама, мен сізді ұмытқан жоқпын. Онда сөзімді тыңда. Жігер ақыры анасының көңілін қалдырмау үшін қонақ бөлмеге жатып шықты. Ал Ақмарал оның келмегенін күтіп отырды. 1 сағат өтті. 2 сағат өтті. Ақыры ол есікті ашып, күйеуін қонақ бөлмеден көрді. Жігер, не болды? Мама осында жат деді. Ақмарал тамырғап біраз үнсіз қалды. Жақсы, апаға қарсы келме. Жігер оның қолын ұстап, ренжіп қалма. Ренжімеймін. Ақмарал бөлмесіне қайта кірді. Ол өзін жалғыз сезінсе де, ештеңе айтпады. Ол анасы ғой, мен оған қарсы шығатын адам емеспін деп өзін жұбатты. Келесі күні таңертең Ғалия баласын оңаша шақырды. Жігер, саған бір нәрсе айтайын. Айтыңыз, әйеліңе тым жақын болып кетті. Жігер анасына таңғалып қарады. Не дегеніңіз? Қатын деген сондай болады. Басында бәрі жақсы көрінеді. Кейін бірте-бірте еркектің миын улайды. Ақмарал ондай емес. Сен қазір оны қорғаштап отырсың. Өйткені көзінде махаббат байлап тұр. Жігер күрсінді. Мама, Ақмарал маған ешқашан жамандық жасаған жоқ. Қазір жасамауы мүмкін. Онда неге оны жаман адам сияқты көрсетесіз? Ғалия біраз үнсіз қалды. Мен сенің анаңмын. Өмірді сенен көп көрдім. Мен сіздің ақылыңызды тыңдаймын, бірақ әйелімді де сыйлауым керек. Ғалия осы сөзге ренжіді. Әйеліңді сыйлайсың, ал менше? Сізді де сыйлаймын. Онда мен айтқанды жаса. Жігер жауап бермеді. Ғалия оның үндемегенін келсін деп қабылдағысы келді. Содан кейін ол баласының құлағына күн сайын түрлі сөздерді айта бастады. Әйеліңе барлық сырынды айта берме. Онымен ақша туралы көп сөйлеспе. Қатынға тым еркіндік берсең, кейін басына шығады. Әйелімнің дегеніне көне берме. Үйде еркектің сөзі жүруі керек. Әйелің сені анаңнан алыстатпасын. Жігер кейді. Мама, Ақмарал ештеңе істеген жоқ қой дейтін. Бірақ Ғалия тоқтамайтын. Ол баласының жүрегіне күдік ұрғын себуге тырысатын. Іштей бір ғана нәрсені қалады. Жігер, Ақмаралды менен артық жақсы көрмесе екен. Тіпті кейде одан да жаман ой келетін. Егер екеуінің арасы суып кетсе, Жігер бұрынғыдай маған жақын болады. Ол бұл ойын өзіне де мойындағысы келмейтін. Өйткені Ақмарал оған жамандық жасаған жоқ. Келін таңертең ерте тұрып үй шаруасын істейтін. Ғалияның айтқанын екетпейтін, сөз қайтармайтын, Жігерді анасына қарсы қоймауға тырысатын. Бірақ Ғалияның жүрегіндегі реніш пен қызғанышқа Ақмаралдың жақсы мінезде әсер етпеді. Ал Ақмарал бәрін сезіп жүрді. Кейде күйеуінің анасымен сөйлескеннен кейін өзгеріп кеткенін байқайтын. Кейде Жігер оған бұрынғыдай еркін сөйлеспей қалатын. Бірақ Ақмарал шағымданбады. Бір күні ол Жігерге: «Апа, мені әлде ұнатпайтын сияқты» деді ақырын. Жігер үнсіз қалды. Неге олай ойладың? Білмеймін. Мүмкін маған үйренісе алмай жүрген шығар. Уайымдама. Ақмарал күлімсіреді. Мен де соған сенемін. Ол сенің анаң ғой. Мен оған бөтен адаммын. Уақыт өте келе үйренісіп кетерміз. Ол шын көңілмен осылай ойлады. Ақмарал Ғалияны шау көрмеді. Керісінше, оны күйеуінің анасы ретінде сыйлады. Мүмкін Ғалия апайдың жалғыз ұлы болғандықтан Жігерді қимай жүрген шығар. Мен сабыр етсем, бір күні мені де қызындай жақсы көріп өтер деп ойлады. Бірақ Ақмарал бір нәрсені түсінбеді. Ғалияның мәселесі оның келінінің қандай екенін емес еді. Мәселе Ғалияның жылдар бойы жалғыз қалған жүрегінде болатын. Ол бүкіл өмірін жалғыз ұлына арнаған еді. Енді сол ұлының жүрегінде өзінен басқа бір әйелдің орны бар екенін қабылдай алмай жүрді. Ал бұл қызғаныш уақыт өткен сайын, одан сайын күшейе берді. Бір күні Ғалия үйге қонақ шақырды. Келетіндердің арасында Ақмаралдың ата-анасы да бар еді. Бұл жаңалықты естіген Ақмарал қатты қуанды. Ата-анасы алғаш рет оның келін болып түскен үйіне қонаққа келмек. «Апа, не дайындайын?» деп сұрады ол таңертең. «Қонақ көп болады. Өзің білесің ғой, келінсің». Ақмарал бұл сөзге ренжімеді. Сол күні таңғы сағат 6-та тұрды. Алдымен қамыр илеп, бауырсақ пісірді, нан жапты, ет асуға қойды.
Бірнеше түрлі салат дайындады. Шайға қажетті тәттілерді реттеп қойды. Онымен тоқтамай бүкіл үйді жинады. Едендерді сүртті, шанын алды. Дәретханамен жуынатын бөлмені де мұқият жуып шықты. Киімі тергем алынғанша жұмыс істеді. Түске жақшын Ғалия үйді аралап жүріп, жуынатын бөлмеге кірді. Бірнеше секундтан кейін: Ақмарал? Иә апа? Мына жерді қайта жу. Ақмарал антан болып: Қай жерін? Еденді. Апа, жаңа ғана жуып шықтым ғой. Ғалия оған суық қарап: Таза жуынмаған. Ақмарал еденге қарады. Шынында таза жуған сияқты еді. Оның ішінен ашуы келді. Бірақ ол оны көрсеткісі келмеді. Таза ғой апа. Ғалияның қабағы бірден түйілді. Сен кімсің? Маған сөз қайтаратын. Ақмарал үнсіз қалды. Бұл үйдің қожайыны менмін. Мен не айтсам, сен соны екетпей жасайсың. Ақмаралдың беті ду ете түсті. Жарайды апа. Ол басын салбыратып, қайтадан еден жуатын шүберекті қолын алды. Көзінің қиығына жас жиналды. Бірақ оны сүртіп жіберді. Бүгін атанам келеді. Олардың алдында ештеңе білдірмеуім керек, деп ойлады. Кешке қонақтар келе бастады. Ақмаралдың атанасы есіктен кіргенде, қызының жүзінен қуаныш көрінді. Қош келдіңіздер, деді Ақмарал. Анасы қызым құшақтап: Қалайсың қызым? Жақсым мама. Ақмаралдың анасы қызына қарап, үйдің ішіне көз жүгіртті. Барлығы жинақы, дастархан мол, үй тап-таза. Ол іштей қуанып қалды. Қызымның жағдайы жақсы екен деп ойлады. Ғалия да қонақтардың алдында мүлде басқа адамға айналды. Келіңіздер, төрлетіңіздер. Ол күліп, Ақмаралдың атанасын жылы қарсы алды. Қыздарыңыздың қолынан көп нәрсе келеді екен, үйдің бар шаруасын өзі істеп жүр. Ақмарал басын төмен түсіріп отырды. Ғалия оның иығынан қағып: Ақмарал, өте жақсы келін болып жүр. Ақмарал таңғалып анасына қарады. Анасы қызына риза болып жымиып отырды. Ғалия дастархан басында келінін мақтап, күліп сөйлеп отырды. Бір кезде ол орнынан тұрып: Ақмарал, бері келші. Иә апа? Ғалия шкафтан әдемі жаңа орамал мен күміс білезік алып шықты. Мынаны саған арнай алып қойған едім. Ақмаралдың көзі жайнап кетті. Маған ба? Саған. Ғалия білезікті оның қолына өзі тақты. Қонақтардың бәрі қуанып қалды. Ой, қандай әдемі, деді Ақмаралдың анасы. Келін мен ене осылай тату болса, қандай жақсы, деді бір қонақ. Ақмаралдың жүрегі елжіреп кетті. Ол білезігіне қарап, енесіне күлімсіреді. Рахмет сізге апа. Ғалия да күлімдеп: Кие бер. Ақмаралдың жүрегінде бір жылы сезім пайда болды. Мүмкін мен қателескен шығармын. Ғалия апа мені жек көрмейді екен. Бәлкім енді маған үйренісіп келе жатқан шығар. Ол сол сәтте өзін бақытты сезінді. Анасының да көңілі жайланғанын көрді. Ақмаралдың анасы күйеуіне қарап: Қызымыздың бағы жанған екен, деді ақырын. Кеш аяқталып, қонақтар біртіндеп тарады. Есіктен соңғы қонақ шыққан соң, Ғалияның жүзіндегі күлкі де жоғалды. Үй іші тып-тыныш болып қалды. Ақмарал дастарханды жинап жатқан. Сол кезде Ғалия: Ақмарал. Иә апа? Анау сыйлықтарды әкел бері. Ақмарал түсінбей: Қандай сыйлықтар? Мен саған берген орамал мен білезікті. Ақмаралдың қолы тоқтап қалды. Неге? Ғалия оған бажырая қарады. Сен расымен саған сыйлады деп ойладың ба? Ақмаралдың аузы ашылып қалды. Апа, қонақтардың көзінше ғана бердім. Олардың алдында келінін жек көріп жүр деген сөз шықпасын дедім. Бірақ бер әкел. Ақмарал үнсіз ғана білезікті шешті. Орамалды да алып келіп, Ғалияның қолына ұстатты. Ғалия оларды алып шкафына қайта салып қойды. Енді ыдыстарды жу. Ақмарал ештеңе айта алмады. Ол ас үйге кіріп кранды ашты. Су сылдырап ағып жатты. Ал оның көзінен жас тоқтамай төгіле бастады. Ол ернін тістеп, жылағанын ешкім естімесін деп тырысты. Мен не істеп қойдым оған? Бұл сұрақтың жауабын таба алмады. Енесін мұндай арандыққа барады деп ойламады. Түнде Ақмарал бөлмеге кіргенде, жігер оның қызарып кеткен көзін бірден байқады. Ақмарал, не болды? Ештеңе. Көзім неге жылаған адам сияқты? Ақмарал біраз үндемей тұрды. Сосын шыдай алмай, болған жағдайдың бәрін айтып берді. Ғалияның сыйлықты қонақтардың көзінше бергенін, кейін қайта алып қойғанын да жасырмады. Жігер біраз үнсіз қалды.
Сосын, сен дұрыс түсінбеген шығарсың деді. Ақмарал оған аң-таң болып қарады. Қалай дұрыс түсінбедің? Менің анам ондай нәрсе жасамайды. Мен өтірік айтып тұрған жоқпын. Онда неге ұялмай бұлай айтасың? Ақмаралдың жүрегі шым ете қалды. Мен саған өтірік айтып тұрған жоқпын. Мүмкін анам әзілдеген шығар. Ол маған қонақтардың көзінше ғана бердің деді. Жігер басын шайқады. Мама олай айтуы мүмкін емес. Ақмарал үнсіз қалды. Көзінен жас қайта ақты. Ол күйеуінен ең болмаса түсіністік күтті, бірақ керісінше ең жақын адамы оған сенбеді. Жарайды, деді ол ақырын. Сенбесең қой. Жігер оның жанына отырды. Ақмарал, мен анамды білемін. Ақмарал басын изеді. Ал мен енді оның қандай екенін түсіне бастадым. Жігер бұл сөзді естімегендей болды. Сол түні Ақмарал теріс қарап жатып ұзақ жылады. Ал Ғалия болса өз бөлмесінде үнсіз жатты. Ол келіннің көңілін қалдырғанын жақсы білді, бірақ еш өкінбеді. Керісінше, сол әдістің өзіне киімді екенін түсінді. Сол күннен бастап Ғалия мұндай әрекетті бірнеше рет қайталай бастады. Бірде қонақтардың алдында Ақмаралды мақтап, оңаша қалғанда кінәлайтын. Бірде көптің көзінше сыйлық беріп, кейін қайта алып қоятын. Бірде сен менің қызымдайсың десе, артынан мен сені келін ретінде ғана көремін, ұмытпа дейтін. Ақмарал күн сайын өзінің қай сөзінен, қайсынан қателескенін түсінбей қалды, бірақ бәрібір үндемеді. Өйткені оның жүрегінде бір ғана үміт бар еді. Бір күні Ғалия апа мені шын қабылдайды. Бір күні мені өз қызындай көреді. Ал Ғалияның жүрегінде керісінше бір ғана мақсат қалып бара жатты. Жігердің жүрегінде Ақмаралдың орны тым үлкен болып кетпеуі керек. Бұл үнсіз күрестің соңы әлі алда еді. Күндер осылай бір-біріне ұқсап өте берді. Ақмарал күн сайын енесінің көңілінен шығуға тырысатын. Ғалияның қабағына қарап, әр сөзін өлшеп сөйлейтін болды. Кейде өз үйінде емес, біреудің үйінде қонақта жүргендей сезінетін. Бірақ сол күні ол бәрін бұрынғыдан да қатты сезінді. Кешке Жігер жұмыстан келмей тұрып, Ақмарал телефон соқты. Бүгін кешкі асқа не жегің келеді? Білмеймін, өзім не жасағың келсе, соны жасасам болады. Жоқ, өзің қалаған тамақты айтшы. Жігер біраз ойланып. Ендеше, палау басшы, палау жегің келіп тұр. Жақсы, мен жұмысымды жалғастырайын, кешке келем. Жақсы, күтемін. Ақмарал көңілді түрде ас үйге кірді. Сәбіздерді аршып, майда етіп тұрады, пиязды тұрады, етті дайындап, күрішті жуып қойды. Кызазан шығарып, бәрін рет-ретмен дайындай бастады. Ол Жігердің палауды жақсы көретін білетін. Кешке келгенде көңілі көтеріліп қалсын деп ойлады. Бір кезде ас үйге Ғалия кірді. Не пісіріп жатырсың? Палау басайын деп жатырмын, апа. Ғалия бірден. Мен палау жегім келіп тұрған жоқ. Ақмарал қолындағы пышағын қойды. Не жегіңіз келеді? Манты жегім келіп тұр. Манты жаса. Ақмарал біраз үнсіз қалды. Алдында палаудың барлық азығы дайын тұр еді. Апа, мен палауға бәрін турап байындап қойдым ғой. Бүгін палау жейікші. Ертең манты жасап берем. Жоқ, бүгін манты жегім келіп тұр. Ақмаралдың ішіндегі ашу қайта көтерілді, бірақ өзін ұстап қалуға тырысты. Апа, Жігерде палау жегісі келетінін айтты. Ғалияның қабағы бірден түйілді. Сен қазір маған баланның атын айтып қарсы шығып тұрсың ба? Жоқ, апа, мен жай ғана манты жаса дедім. Ақмарал үндемеді, көздері жасаурап кетті. Жарайды, апа. Ол палауға дайындаған заттарын шетке ысырып қойды да қамыр илей бастады. Қамырды қолмен илеуге тырысып отырып, көзінен жас ыршып түсті. Ол қолының сыртымен көзін сүртті, бірақ бір тамшы жас қамырға түсіп кетті. Ақмарал оны байқап қалып, біраққа дейін қозғала алмай тұрды. Неге бәрі осылай болып кетті? Бірақ көп замай өзін жинап алды, мантысын жасап шықты. Кешке Жігер жұмыстан шаршап келді. Ас дайын ба? Деді ол есіктен кіре сала. Дайын. Жігер дастарханға отырды, бірақ алдына манты келгенде таңғалып қалды. Палау қайда? Ақмарал бірден енесіне қарады. Мен палау басайын деп едім. Иә? Апа манты жасауды сұрады. Жігер Ғалияға қарады. Мама, мен палау бас деген едім ғой. Ғалияның көзі бақырайып кетті. Мен қашан саған манты жаса деп айтыппын. Ақмаралдың жүрегі тоқтап қалғандай болды. Апа, өтірігіңді соқпа бәлем.
Мен өтірік айтып тұрған жоқпын. Сен мені балама жамандамақсың ба? Жоқ, Ақмаралдың даусы дірілдеп шықты. Мен сіздің өзіңіз айтқаныңызды ғана айтып тұрмын. Көрдің бе, жігер? Деді Ғалия баласына қарап. Енді мені өтірікші қылып көрсетпек. Ақмарал осы сәтке дейін ішіне жинаған бар өкпесін ұстап тұра алмады. Апа, неге олай жасайсыз? Үй іші тып-тыныш болып қалды. Мен сізге не істеп қойдым? Неге мені сонша жек көресіз? Ғалия бірден дауысын көтерді. Маған неге айғайлайсың? Мен айғайлағым келген жоқ. Мен жай ғана түсінбеймін. Күнде тырысамын, не айтсаңыз да жасаймын. Бірақ сіз менің ешбір ісімді ұнатпайсыз. Ақмарал жылап жіберді. Неге мені үнемі кінәлайсыз? Ғалия басын шайқап. Көрдің бе, жігер? Әйеліңнің қандай екенін енді көрдің бе? Жігер ашумен орнынан тұрды. Ақмарал, сен кімсің? Менің анама дауыс көтеретін. Жігер, менің анаммен бұлай сөйлеспе. Ақмарал кейін шегінді. Мен сізге қарсы шыққым келген жоқ. Бірақ жігер ашуға беріліп, оның бетінен шапалақпен ұрып жіберді. Ақмаралдың беті ду етіп, көзі шарасынан шыққандай болды. Ол бірден бетін ұстап, үнсіз қатып қалды. Бірнеше секунд бойы ешкім сөйлемеді. Сосын оның көзінен жас парлап кетті. Жігер. Ғалия болса келіннің жылағанына емес, ұлының өз сөзін тыңдағанына риза болғандай қарап тұрды. Дұрыс, Вінмен, әйелді осылай тәрбиелеу керек. Ақмарал оған аң-таң болып қарады. Ғалия мысқылдап. Қараш, әлде сөз қайтарып тұр. Сосын саусағын Ақмаралға шошайтып. Сауап саған, өзіңе сол керек. Ол бұрылып бөлмесіне кіріп кетті. Есік жабылғаннан кейін Ақмарал орнында қозғалмай тұрды. Бетінің ауырғаннан бұрын жүрегінің ауырғанын сезді. Ол жігерге қарады. Сен маған қол көтердің. Жігердің өзі де не істеп қойғанын енді ғана түсінгендей болды. Бірақ ашуымен анасының алдында өзін ақтау ниеті оны үндемей қалуға мәжбүр етті. Ақмарал көз жасын сүртті. Ол сол сәтте бір нәрсені анық түсінді. Бұл үйде мәселе оның палауы немесе мантысы емес еді. Мәселе оны ешкім тыңдағысы келмейтінде еді. Ал ең қорқыныштысы, оның күйеуі де алғаш рет анасының сөзін жақтап, оған қол көтеріп отырды. Сол түні Ақмарал төсекте үнсіз жатып, төбеге ұзақ қарады. Бұрын енем ғой, үйренісіп кетермін деп өзін жұбататын. Енді бұл сөзді ойлағанда жүрегі бұрынғыдай тынышталмады. Өйткені бүгін оның ішіндегі бір үміт сынып кеткен еді. Сол түні Ақмарал ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Жігердің қол көтергені әлде жанына батып тұрды. Бетіндегі ауырсынудан гөрі күйеуінің өзіне сенбегені қаттырақ ауыртты. Телефонын қолына алып, анасына қоңырау шалғысы келді. Мама, менің басымнан мынандай жағдай өтті. Осы сөздерді айтуға бірнеше рет талпынды. Бірақ телефон нөмірін терген сайын анасының баяғы сөздері есіне түсе берді. Қызым, тұрмысқа шыққан соң бәріне шыдау керек. Келін болған соң пастай батып, судайсың. Көп шағымдана берме. Кез келген үйде ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Енеңді сыйласаң жақсы келін боласың. Күйеуіңнің анасы сенің де анаң, қарсы сөйлеме. Ақмарал телефонды қайта қойды. Көзінен жас ақты. Мамаға айтсам, ол да уайымдайды. Мүмкін мені кінәламаса да бәрібір шыда дереді. Сөйтіп ол ешкімге ештеңе айтпады. Келесі күндері Ақмарал бұрынғыдан да үнсіз болып кетті. Ғалия болса келінінің бұл мінезін байқап, керісінше оған күн сайын әр түрлі нәрсемен тиісетін болды. Ақмарал, мына жерді дұрыс сүртпепсің. Ақмарал, шайды неге суытып жібердің? Ақмарал, киімді бұлай жұма. Ақмарал, таңертең неге кеш тұрдың? Ақмарал бәріне, жарайды апа, кешіріңіз апа, қазір істеймін деп жауап беретін. Ол қарсы сөз айтқысы келсе де өзін тоқтататын. Өйткені Ғалияның бір ауыз сөзінің өзін жігер басқа мағынада қабылдайтынын түсініп қалған еді. Ал жігер болса, анасының айтқанына сенуге бейім болатын. Бір күні жігер Ақмаралдың қасына келді. Біраз үнсіз отырып, Ақмарал, иә, сол күн үшін кешірші. Ақмарал оған қарады. Жігердің жүзіне өкініш ұялаған еді. Мен ашумен істеп қойдым. Саған қол көтермеуім керек еді. Ақмаралдың көзінен жас шықты. Маған қатты батты. Білемін. Сен маған сенбедің. Жігер оның қолын ұстап. Енді қайталамаймын. Кешірші. Ақмарал ұзақ үнсіз отырды. Соңында басын изеді. Кешірдім.
Ол жігерді шын жақсы көретін, сондықтан оның бір қателігінен кейін бүкіл отбасын бұзғысы келмеді. Арада біраз уақыт өтті. Бір күні Ақмарал өзін нашар сезініп жүрді. Таңертең жүрегі айнып, ас үйге кіре сала сыртқа шап кетті. Бірнеше күн бойы осы жағдай қайталанды. Ақыры ол дәрігерге барып, күтпеген жаңалық естіді. «Құттықтаймын, сіз жүктісіз». Ақмарал бір сәтке үнсіз қалды. Көздеріне жас толды. Ол үйге жеткенше қуаныштан жүрегі дүрсілдеп тұрды. Кешке Жігер келгенде оны есік алдында күтіп алды. «Жігер, не болды?» Ақмарал жымиып, «Бізде кішкентай адам болады». Жігер бірден түсінбей қалды. «Қалай?» Ақмарал оның қолын ішіне қойды. «Мен жүктімін». Жігердің жүзі бірден қуанышқа толды. «Шын айтасың ба?» «Иә». Ол әйелін құшақтап, «Ақмарал, бұл менің өмірімдегі ең керемет жаңалық». Екеуі ұзақ құшақтасып тұрды. Бірақ Ғалия бұл жаңалықты естігенде Жігер сияқты қатты қуана қоймады. «Жүктісің бе?» деді ол салқын ғана. «Иә, апа». «Қашаннан бері?» «Дәрігер бүгін айтты». Ғалия басын изеді. «Жақсы, бір ғана сөз». Ақмарал оның жүзіне қарап көңілі түсіп қалды. Мүмкін кейін қуанып кетер деп өзін тағы да жұбатты. Жүктілік кезінде Ақмаралдың жағдайы жиі нашарлады. Кей күндері жүрегі қатты айнып, тамаққа қарай алмайтын, кейде аяқтары ісіп кететін, кейде басы айналып әлсіреп қалатын. Бірақ Ғалия оған аяушылық танытудың орнына, «Бала туатын сен ғана емессің, жүктілік ауру емес. Біздің кезімізде әйелдер аяғы ауыр болса да жұмысын істейтін, үйдің тірлігі тоқтап қалмайды», деп қайтаға қайта айтатын. Ақмарал кейде шыдай алмай, «Апа, бүгін өзімді нашар сезініп тұрмын», дегісі келетін. Бірақ Ғалияның жауабын алдын ала білетін. «Тағы да жатып алғың келе ме?» Сондықтан ол үндемей қалатын. Аяғы ісіп тұрса да еден жуатын, жүрегі айнып тұрса да тамақ жасайтын. Кейде ас үйде жалғыз өзі отырып, көзінен жас аққанында ешкімге көрсетпейтін. Ол Ғалияның бір сөзге бола үлкен жанжал шығаратынын білетін, ал Жігердің кімнің жағына шығатынында түсінік қалған. Сондықтан үнсіз шыдады. Күндердің бір күнінде Ақмарал енесінің қыспағына шыдай алмай шынымен кетіп қалмақ болды. Үйдегі жағдайға әбден шаршаған ол бөлмесіне кіріп шкафын ашты. Чемоданын шығарды. Киімдерін жинай бастады. Қолдары дірілдеп тұрды. «Мен енді шыдай алмаймын». Ол анасына барғысы келді. Төркініне барып, біраз тыныштық тапқысы келді. Бірақ чемоданын жауып жатып, басқа ой келді. Төркініне қайтып барған қыз жаман атанады. Ата-анамның алдында ұят болады. Ел не дейді? Осы ой оны қайта тоқтатты. Сол кезде бөлмеге Жігер кіріп келді. Чемоданды көріп, өңі өзгеріп кетті. «Ақмарал, сен не істеп жатырсың?» Ақмарал жылап, «Мен кеткім келеді». «Қайда?» «Төркініме». Жігер оның жанына келді. «Мені тастап кетпеші. Мен шаршадым, Жігер». «Мен білемін. Сенің анаң мені күн сайын жылатады». Жігер төмен қарады. «Мен бәрін түзетуге тырысамын». «Қалай?» «Білмеймін». Ол Ақмаралдың қолын ұстап, «Бірақ мен сені жақсы көремін. Баламызды да сен де тастамаймын. Сен кетсең, мен не істеймін?» Ақмаралдың жүрегі елжіреді. Ол Жігерді де жақсы көретін. Сондықтан чемоданын қайта ашып, киімдерін орнына сала бастады. «Жақсы, қаламын». Жігер оны құшақтап, «Рахмет». Ақмарал көзін жұмды, бірақ ішінен бір ғана сұрақ өтті. «Мен тағы қанша уақыт шыдай аламын?» Ол кезде бұл сұрақтың жауабын өзі де білмейтін. Ал құрсағындағы сәбиі дүниеге келетін күн жақындаған сайын, бұл үйдегі жағдай бұрынғыдан да күрделене түспек еді. Ақыры Ақмаралдың босанатын күнінде жетті. Толғақ басталған сәтте Жігер оны ауруханаға алып кетті. Бірнеше сағаттан кейін дәрігерлер сүйінші хабарды жеткізді. «Қыздарыңыз дүниеге келді, денсаулығы жақсы». Жігердің қуанышында шек болмады. Ол алғаш рет қызын қолына алған кезде көзіне жас толды. «Ақмарал, қараш, біздің қызымыз». Ақмарал шаршағанына қарамастан күлімсіреді. «Қызымыз қандай кішкентай». Екеуі ұзақ уақыт сәбиге қарап отырды. Олар қыздарына Айсафи деген есім қойды. Жігер бұл есімді өзі ерекше жақсы көретін. «Айсафи, қандай әдемі есім», деді Ақмарал. «Иә, қызымызға жарасады». Бірақ бұл жаңалықты естіген Ғалияның қабағы тиілді. «Қайдағы бір есімді қойыпсыңдар?» Жігер күліп,
Мама, бізге ұнайды. Айсафи деген не есім? Қазақша адам аты сияқты да емес. Мама, бұл біздің қызымыз, өзіміз шештік. Ғалия үндемей қалды. Жарайды, өздерің білесіңдер, бірақ оның бұл есімді қабылдамағаны түрінен ақ көрініп тұрды. Бірнеше күннен кейін Ақмарал мен Сәби үйге шығарылды. Жаңа туған ана үшін бұл күн қуанышты болуы керек еді. Бірақ Ақмарал үйге келгеннен кейін ақ Ғалияның қысымы қайта басталды. Ақмаралдың денесі әлі әлсіз болатын. Босанғаннан кейін толық қалпына келмеген. Түнде Айсафи жиі оянып жылайтын. Ақмарал баласын құшағына алып емізетін. Кейде бірнеше сағат бойы ұйықтамай отыратын. Бір күні ол баласын емізіп отырған кезде Ғалия бөлмеге кірді. Осылай жата бересің бе? Ақмарал басын көтерді. Бала емізіп жатырмын, апа. Емізгеніңді сылтауратып жата бермей, үйдің тірлігінде ойла. Ақмарал үндемеді. Ғалия тағы. Түскі асқа не болады? Білмеймін, апа. Бала тынышталса, жасап қоямын. Әр нәрсеге балаңды сылтау етте. Ақмарал ернін тістеді. Бала әлі кішкентай еді. Оны жалғыз қалдыруға қорқатын. Бір күні Ғалия, тоңазытқыштағы етті шығарып турап қой. Ақмарал таңғалып. Апа, қолыма суық тигізуге болмайды ғой. Етті қолмен ұстаймын деп өлмейсің. Суық тиіп кетуі мүмкін. Біздің кезімізде әйелдер босанғаннан кейін бәрін де істейтін. Ақмарал амалсыздан орнынан тұрды. Ол тоңазытқышты ашып, мұздай етті қолына алды. Қолы бірден тоңып кетті. Көзінен жас шықты. Бірақ тағы да үндемеді. Түндері одан да ауыр болды. Айсафи ішінің бүріп ауырғаннан жиі жылайтын. Ақмарал оны құшағына алып, бөлме ішінде ар-бері жүретін. Қызым, жыламаш. Сәби тоқтамай жылайтын. Ақмаралдың өзі де шаршаған, көзінің асты қарайып кеткен. Шашын жинауға да шамасы келмейтін. Кейде таңға жуық қана баласы тынышталып, Ақмарал орындыққа сүйеніп отырып ұйықтап қалатын. Бір күні түн ортасында Ғалия есікті ашып кірді. Баланың жылағанын тоқтат. Ақмарал шошып оянды. Апа, іші ауырып тұрған сияқты. Ұйқы бермеді ғой. Мен де түнімен ұйықтағам жоқпын. Дұрыс, бала қарауды да білмейсің. Ақмарал баласын бауырына қатты қысты. Қазір тыныштандырам. Тыныштандыр. Ғалия есікті тарс жауып шығып кетті. Ақмарал көз жасын сүртіп, баласын қайта кербетіп отырды. Бір күні таңға жуық қана Айсафи тынышталған кезде Ақмаралда көз ілді. Ол бірнеше сағат бойы ұйықтамаған еді. Бірақ таңғы сағат 7-лер шамасында Ғалия есікті ашып кірді. Ақмарал? Ақмарал оянбады. Ақмарал! Ол көзін әрең ашты. Я, апа. Тұр, шай қой. Ақмарал көзін аша алмай. Апа, сәл ұйықтай тұрайыншы. Түнімен ұйықтамадым. Ғалия бірден ашуланды. Бала туған сен ғана емес. Ақмарал үнсіз қалды. Тұр дедім. Ол амалсыздан орнынан тұрды. Аяғы әлсіз, бас айналып тұр. Бірақ ешкімге айтпады. Ас үйге кіріп, шайнекке су құйды. Сол кезде жуынатын бөлмеге кіріп, айнаға қарады. Өзінің түрін көріп бір сәтке шошып кетті. Көзінің асты қарайған, беті жүдеу, шашы ретсіз, ернінің өмі қашқан. Ол айнаға ұзақ қарап тұрды. Бұл мен бе? Бірнеше айлар бұрынғы Ақмаралды есіне алды. Күліп жүретін, әдемі киінетін, арманға толы еді. Қазір ол өз бейнесін танымай қалды. Көзінен жас ақты. Бірақ сол сәтте Айсафи бөлмеден қайта жылады. Ақмарал дереу жүгіріп барды. Қызым? Ол қызын көтеріп алды. Сәби анасының құшағында оның иісін сезіп тыныштала бастады. Ақмарал қызын құшағына қысып, сен үшін шыдаймын жаным, деп сыбырлады. Ол бар ауыртпалыққа қарамастан қызын жақсы көретін. Айсафи оның өміріндегі ең үлкен қуаныш еді. Бірақ Ақмарал біртіндеп түсіне бастады. Бұл үйде оның ана болуы да Ғалияның талабынан құтқара алмайды. Керісінше, енді оның мойнында бала да, үйдің тірлігі де бар еді. Ал жігер болса, күн сайын жұмысқа кетіп, кешке үйге шаршап оралатын. Ақмарал оған бәрін айтқысы келетін, бірақ жұмыстан шаршап келді. Анасына қарсы қойып, тағы да жанжал шығармайын деп, тағы да үндемейтін. Осылайша, ол өзінің шаршауын, ренішін, көз жасын ішіне жинай берді. Ал Ғалия оның үнсіздігін әлсіздік деп қабылдап, келінін бұрынғыдан да қатты қыса беретін. Ғалия өмірге қатты өкпелі жан еді.
Жас кезінде күйеуінің тастап кеткені, жалғыз өзі баласын өсірген жылдары оның жүрегіне із қалдырған. Бірақ ең өкініштісі, ол өзінің жылдар бойы жинаған ашуы мен өкпесін кімге бағыттап жүргенін өзі де байқамайтын. Кейде Ғалия Ақмаралға тым қатал екенін сезбейтіндей еді. Бәлкім ол келінін емес, өзінің өткен өмірін жазалап жүрген шығар. Күйеуінің кезінде өзіне жасаған қиянатының ақысын Ақмаралдан алып жүргендей болатын. Бөтен әйел оның күйеуін алып кеткен еді. Енді тағы бір бөтен әйел баласында тартып алғандай күй кешіп жүрді. Ал Ақмарал оның сол өкпесінің арасында жазықсыз қалып қойған еді. Айсафи дүниеге келгеннен кейін мемлекеттен балаға берілетін жәрдемақы тағайындалды. Ақмарал ол ақшаны қызының қажетіне жұмсамақ болды. Жөргек, киім, дәрі-дәрмек, кейін керек болатын заттар бәрін ойлап қойған. Бір күні Ғалия: «Карточкаңды бер», деді. Ақмарал түсінбей қалды. «Қандай карточканы?» «Балаға түсетін ақшаның карточкасын». «Неге?» «Ақшасын мен ұстаймын». Ақмаралдың жүрегі дір ете қалды. «Апа, ол менің қызымның ақшасы ғой. Сен не қыласың ол ақшаны?» «Айсафидің қажетіне жұмсаймын». «Ішкенім алдыңда, ішпегенім артында. Үйде бәрі бар, ақшаны шашып қайтесің?» Ақмаралдың көзінен жас шыға бастады. «Апа, мен оны өзіме жұмсамаймын. Қызымның керек жарағына жұмсаймын». «Әкел бері». «Жоқ». Ғалияның жүзі өзгеріп кетті. «Не дедің?» Ақмарал қорқытырса да, бұл жолы шегінгісі келмеді. «Мен бере алмаймын. Бұл Айсафидің ақшасы. Сен маған қарсы шығып тұрсың ба? Мен тек қызымның ақшасын өзінде қалдырғым келеді». Ғалия ашумен бөлмеден шығып кетті. Кешке Жігер жұмыстан келгенде Ақмарал оған бәрін айтып берді. «Жігер, анаң балаға түсетін ақшанда алғысы келеді». Жігер күрсінді. «Мамаға мән берме. Бірақ бұл біздің қызымыздың ақшасы ғой. Білесің ғой анамның мінезін. Сен онымен сөйлесші». «Қойшы Ақмарал, үйде тағы да ұрыс болмасын». Ақмарал үнсіз қалды. Ол тағы да жалғыз қалғанын сезінді. Келесі күні Ғалия қайтадан карточканы сұрады. «Бер». «Жоқ апа». «Тағы бастайсың ба?» «Мен бере алмаймын». «Сен кімсің, маған қарсы сөйлейтін?» Ақмаралдың бірнеше айдан бері жиналған ашуы бір сәтте сыртқа шықты. «Мен оның анасымын». Ғалияның көзі бақырайып кетті. «Не? Мен тудым ол баланы. Оның ақшасын неге сіз алуыңыз керек?» «Сен маған дауыс көтеретін болдың ба? Мен сізге қанша уақыттан бері шыдап келемін. Не істесем де ұнамайды. Бала тудым, соған қарамай тыныштық жоқ. Енді қызымның ақшасында бер дейсіз». Ғалия ашуға булығып, қолындағы ожауды сермеп қалды. Келесі сәтте ожау ұшып барып Ақмаралдың басына тиіп кетті. «Ах!» Ақмарал басын ұстап жерге отыра кетті. Сол сәтте Айсафи бесігінде шыңғырып жылай бастады. Ақмарал не болған түсінбей басын ұстап отырды. Көзінен жас тоқтамады. Дәл сол кезде сыртқы есік ашылды. Жігер үйге кірді. «Не болды?» Ғалия бірден баласына қарай бұрылды. «Сенің қатының қазір маған дауыс көтеретін болды». «Не?» Маған айқайлап үйден кетем деп қорқытады. Өзінің кім екенін ұмытып кеткен. Ақмарал еденде үнсіз отырды. «Жігер», деді ол әлсіз дауыспен. «Мен...» Бірақ Ғалия сөзін бөлді. «Көрдің бе? Мен саған басынан айттым ғой, әйелге тым еркіндік берме деп». Жігер ашуланып Ақмаралға қарады. «Сен анама не дедің?» «Мен ештеңе істеген жоқпын». «Мамаға дауыс көтердің бе?» Ақмарал басын шайқады. «Мен тек қызының ақшасын бермеймін дедім». Ғалия дереу. «Көрдің бе? Әлі де сөз қайтарып отыр». Жігердің ашуы күшейіп кетті. Ол Ақмаралға қарай ұмтылып, ашумен тағы қол көтерді. Ақмарал шегініп үлгермей, соққыдан кейін теңселіп кетті. «Жігер». Оның дауысы сынып шықты. Ал Ғалия: «Ұр, аяма, әйел дегенді осылай тәрбиелеу керек», деп баласын одан сайын ашуландыра түсті. Ақмарал екі қолмен бетін жауып жылап отырды. Ол енді жылаудан да шаршаған еді. Бірнеше ай бойы жинаған қорқынышы, қорлығы, жалғыздығы бір сәтте жүрегін басып қалғандай болды. Бесіктегі Айсафи әлде қатты жылап жатты. Ақмарал баласына қарай ұмтылмақ болды, бірақ орнынан тұруға шамасы жетпеді. Ол қызына қарап: «Анашым осында», деп сыбырлады. Дауысы дірілдеп шықты. Сол сәтте оның ішінде бір ғана ой пайда болды. «Мен бұл үйде қанша уақыттағы шыдай аламын?»
Бұрын ол төркініне қайтудан ұялатын, ел не дейді деп қорқатын. Ал енді алғаш рет сол ойдың өзі қорқынышты көрінбеді. Өйткені оның алдында енді тек өзінің тағдыры емес, кішкентай қызының тағдыры да тұрды. Ал Ғалия болса, әлде өзінің жеңгеніне сенімдеді. Ол бұл жолда баласының өз сөзін тыңдағанын көріп іштей тынышталды. Бірақ бұл үйдегі жағдай енді бұрынғыдай жалғаса бермейтін. Өйткені Ақмаралдың ішіндегі соңғы үмітте сол күні сөне бастаған еді. Сол түні Ақмарал күйеуінің қасында жатпады. Жігер екеуінің арасындағы үнсіздік бұрынғыдан да ауыр еді. Ақмарал қонақ бөлмеге шығып, Айсафиді құшағына алды. Кішкентай қызының маңдайынан сүйіп, түні бойы жанында отырды. Айсафи анда-санда оянып, жылап қоятын. Ақмарал оны тербетіп: «Анашың қасында, қызым», деп сыбырлайтын. Өзінің басы ауырды, көзі ісіп кеткен. Бірақ ол таң атқанша көз ілмеді. Таңертең Жігер жұмысқа жиналды. Ол Ақмаралға қарамады, ештеңе айтпады. Есіктен үнсіз шығып кетті. Ақмарал оның артынан біраз қарап тұрды. Бір кездері осы адам үшін бәріне шыдаған еді. Ал қазір оның үнсіз кетіп бара жатқаны жүрегін одан сайын ауыртты. Біраз уақыттан кейін Ғалия да сыртқа шығуға дайындалды. «Мен базарға барып келем», деді ол. Сосын Ақмаралға бірнеше тапсырма берді. «Үйді жина, түскі ас дайында, киімдерді жу, мен келгенше бәрі дайын болсын». Ақмарал үндемей басын изеді. «Жарайды». Ғалия шығып кеткен соң үй іші тып-тыныш болып қалды. Ақмарал біраз уақыт қозғалыссыз отырды. Сосын көзін жұмды. Оның ішінен бір ой өтті. «Егер қазір кетпесем, кейін ешқашан кете алмаймын». Ол орнынан тұрды. Бөлмеге кіріп, чемоданын шығарды. Бірнеше киімін ғана салды. Айсафидің киімдерін, жүргектерін, қажетті заттарын жинады. Қолдары дірілдеп тұрды. Бірақ бұл жолы ол қорықпады. Телефонын алып, такси шақырды. Айсафиді құшағына қысып, есіктен шықты. Соңғы рет сол үйге қарады. Біраз айлар бұрын бұл үйге келін болып кіргенде осы жерден бақыт табам деп ойлаған. Енді ол сол үйден көз жасымен кетіп бара жатты. Такси Ақмаралды анасының үйіне алып келді. Есікті анасы ашты. Қызын көргенде бірден шошып кетті. «Қызым?» Ақмарал үнсіз тұрды. Анасы оның бетіне қарап: «Қызым, саған не болған?» Ақмарал шыдай алмады. «Мама». Анасы қызын құшағына қысты. «Жылама, қызым, не болды?» Ақмарал сол сәтте бірнеше ай бойы ішіне жинағанның бәрін айтып берді. Ғалияның күн сайынғы қорлығын, сыйлықты қайта алып қойған, ақшасын тартып алмақ болған, күн сайынғы ұрыспен қысынды. Жігердің анасының сөзіне сеніп жүрген, ең соңында басына ожау тиген, Жігердің оған қол көтерген. Анасы үнсіз тыңдап отырды. Кейде көзінен жас шығып кететін. «Қызым, неге осының бәрін бұрын айтпадың?» Ақмарал жылап: «Сіз өзіміз келін болған соң шыда деп үйреттіңіз ғой». Анасының жүрегі ауырды. «Мен сенің осынша нәрсеге шыдайтыныңды ойламадым». Ақмарал анасының құшағында жылап отырды. Ол алғаш рет өзін қорғансыз бала сияқты сезінді. Түстен Ғалия базардан қайтып келді. Есікті ашқанда үй тым-тырыс еді. «Ақмарал!» Жауап болмады. «Ақмарал!» Ол бөлмелерді қарап шықты. Келін жоқ, бала да жоқ, чемодан да жоқ. Ғалияның ашуы бірден бойын биледі. Ол дереу Жігерге қоңырау шалды. «Жігер, сенің қатының баланы алып төркініне кетіп қалыпты». Жігердің жүрегі зу ете қалды. «Не?» «Үйде жоқ». Ол жұмыстан рұқсат алып, бірден жолға шықты. Жігер Ақмаралдың ата-анасының үйіне келгенде есік алдында біраз тұрды. Сосын есік ашылды. Ол Ақмаралды көрді. Көздері ісіп кеткен, жүзі жүдеу. Жігердің жүрегі ауырды. «Ақмарал, ол жақындады. Мен сенімен сөйлесуге келдім». Ақмарал үндемеді. «Кешірші мені». Ақмарал оған қарап: «Сен не үшін кешірім сұрап тұрсың?» Жігердің көзі төмен түсті. «Мен саған сенуім керек еді». «Иә». «Саған қол көтермеуім керек еді». «Иә». «Мен сені қорғауым керек еді». Ақмаралдың көзінен жас шықты. «Бірақ сен мені қорғаған жоқсың». Жігер басын изеді. «Білемін». Ол әйелінің алдына тізерлей жаздады. «Ақмарал, мен бәрін түсіндім. Маған тағы бір мүмкіндік берші. Енді ешқашан сені ренжітпеймін. Ешкімге сені ренжітуге жол бермеймін.
Ақмарал басын шайқады. Мен ол үйге қайтпаймын. Ақмарал, мен енді ол үйде тұра алмаймын. Онда мен не істеймін? Анаңмен бірге тұра бер. Жігер үнсіз қалды. Біраздан соң, Ақмарал, қайтайықшы үйге, өтінемін. Ақмарал оған күте тұр деп анасына барып ақылдасып келді. Сосын, егер мені шынымен жақсы көрсен, біз бөлек тұрамыз деді. Жігер ауыр күрсінді. Бірақ ол менің жалғыз анам ғой. Мен оны саған тастап кет деп тұрғаным жоқ. Ол бүкіл өмірін маған арнады. Мен оны жалғыз қалдыра алмаймын. Ақмаралдың даусы дірілдеді. Онда мен де қайтпаймын. Жігер оған ұзақ қарап тұрды. Ол әйелінен айырылғысы келмеді. Қызында әкесіз өсіргісі келмеді. Ақыры, жақсы, бөлек тұрамыз деді. Ақмарал үнсіз қалды. Шынымен бе? Иә. Мен сені анаңнан ажыраққым келмейді. Білемін. Бірақ сен менің әйелімсің. Айсафи менің қызым. Екеуі қайтадан үйге келгенде, Ғалия оларды көріп қуанғандай кейіп танытты. Бірақ Жігер, мама, біз Ақмарал екеуміз бөлек тұратын болдық. Ғалияның жүзі бірден өзгерді. Не дедің? Уақытша ғана. Уақытша? Иә. Ғалияның көзіне жас толды. Сонда сен мені осы үйде жалғыз қалдырмақсың ба? Мама, мен сізді тастамаймын. Жоқ, сен осы әйел үшін мені тастайын деп тұрсың. Мама, мен саған бүкіл өмірімді арнадым. Ғалия даусын көтеріп, сенің әкең тастап кеткенде, сені мен өсірдім. Мен не көрмедім? Ал енді сен мені тастап, әйеліңмен бөлек тұрасың ба? Жігер үнсіз қалды. Ғалия жылап, мен жалғыз қалсам, өмір сүрмей-ақ қояйын. Мама, олай демеңізші. Сен үшін бәрін жасадым. Жігердің жүрегі екіге бөлінгендей болды. Бір жағында өмір бойы өзін өсірген анасы, екінші жағында сүйген әйелімен кішкентай қызы. Ол біраз уақыт үнсіз отырды. Не істерін білмеді. Соңында анасының жанына барып, оны құшақтады. Мама, Ғалия жылап отырды. Жігер оның маңдайынан сүйді. Біз уақытша ғана бөлек тұрамыз. Мен сізді тастамаймын. Күнде келемін. Қажетіңізді жасаймын. Ғалия үнсіз қалды. Жігер тағы. Бірақ мен Ақмарал мен Айсафиді де жоғалтқым келмейді. Бір-екі күннен кейін Жігер мен Ақмарал шағын пәтер тапты. Үлкен емес еді, бірақ Ақмарал үшін ол үйдің әрбір бұрышы еркіндік сияқты сезілді. Олар заттарын жинап, бөлек шықты. Жігер есікті жапқан кезде Ақмарал Айсафиді құшағына қысып тұрды. Енді тыныш өмір сүре аламыз ба? Деді ол ақырын. Жігер оның жанына келіп, мен тырысамын. Ақмарал оның көзіне қарады. Бұл жолы мені шынымен қорғайсың ба? Жігер басын изеді. Иә. Ол әйелінің қолын ұстады. Ал алыста жалғыз қалған Ғалия терезе алдында үнсіз тұрды. Ол ұлын өзінен алыстап жатқанын сезді. Бірақ бұл жолы оның алдында бұрынғыдай көнгіш келін емес, өз өмірі үшін алғаш рет шекара қойған Ақмарал тұрған еді. Алғашқы күндері Ақмаралға жаңа өмір түс секілді көрінді. Ешкім таңертең ерте оятып, тұр шай ғой деп айғайламайтын. Ешкім оның қалай тамақ жасап жатқанын андымайтын. Ешкім, мынаны дұрыс істемедің, ана жерді қайта жу, неге отырсын деп мазасын алмайтын. Ақмарал алғаш рет өз үйінде еркін демалғандай болды. Таңертең Айсафимен асықпай оянатын, қызын құшағына алып терезе алдында ұзақ отыратын. Кейде Жігер жұмысқа кеткен соң, үйдің тым-тырыс болғанына өзі таңғалатын. Осындай да тыныш өмір болады екен ғой. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа созылмады. 4-5 күн өткен соң Ғалия Жігерге қайта-қайта қоңырау шала бастады. Балам, жағдайым болмай тұр. Не болды, мама? Қан қысымым көтерілді. Жігер жұмыстан кейін бірден анасына жүгіретін. Ертемене тағы телефон соғатын. Жігер, дәрім бітіп қалды. Қазір апарып берем. Келесі күні. Балам, жалғыз отырмын, жаның қысылып кетті. Мама, қазір бара алмаймын, жұмыстамын. Сен бұрын мені жалғыз қалдырмайтын едің. Жігердің жүрегі ауыратын. Ол жұмыстан кейін тағы да анасына баратын. Ақмарал бұл жағдайға араласпады. Ғалия Ақмаралға да бірнеше рет телефон соқты. Ақмарал телефонға қарап тұрып, жауап бермей қоятын. Ол бұл әйелмен сөйлесуге дайын емес еді. Ғалияның дауысын естісе де, бұрынғы қорқынышы қайта оянатындай болатын. Сондықтан телефон шырылдағанда үнсіз ғана өшіріп қоятын. Ал Жігер екі жақтың арасында жүріп шаршай бастады. Бір күні анасына барған кезде Ғалия, сен мені тастап кеттің.
Мама, мен сізді тастаған жоқпын. Тастадым. Мен күнде келіп жүрмін ғой. Келгенің не? Бұрын менімен бірге тұратын едің. Жігер үнсіз қалды. Әйелің не десе, соны істейсің. Мама, мәселе онда емес. Сен әйеліңнің табанының астында жүретін болып кеттім, Жігер. Бұл сөз оған ауыр тиді. Мама, мен жай ғана отбасымды сақтап қалғым келеді. Ал мен сенің отбасым емеспін бе? Жігер жауап бере алмады. Ғалия көз жасын сүртіп. Мен сен үшін өмір сүрдім. Ал қазір сенің маған уақытым жоқ. Жігер ұялып, басын төмен түсірді. Мама, бәрі тынышталсын. Ақмаралдың көңілі орнына түссін. Содан кейін бәрін шешеміз. Қашан? Жақында. Қайтадан бірге тұрасыңдар ма? Жігер күрсінді. Иә, мен сізді тастамаймын. Бұл сөзді ол анасына да, өзіне де қайта-қайта айтатын. Өйткені бір жағынан анасын қимайтын, екінші жағынан Ақмарал мен Айсафиді жоғалтқысы келмейтін. Ғалияның қоңыраулары күн сайын көбейді. Жігер, мені ауруханаға апаршы. Жігер, дәрі алып келші. Балам, менің үйімде жарық өшіп қалды. Жігер, мен жалғыз қалдым. Жігер, бүгін келші. Жігер, мені ұмытып кеттің бе? Жігер бірде анасының үйінде, бірде өзінің жаңа пәтерінде жүрді. Жұмыста да шаршай бастады. Ақмарал оның қиналып жүргенін көретін. Бар, анана барып кел дейтін. Ол Жігерді анасына қарсы қойғысы келмеді. Бірақ ішінен, біздің жаңа өміріміз енді басталған еді ғой деп қиналатын. Бір күні кешке Жігер тағы да анасына барып келді. Үйге кіргенде жүзі шаршаңқы еді. Ақмарал, маман қалай? Жақсы. Не болды? Тағы да мені кінәлады. Ақмарал үндемеді. Жігер диванға отырып. Ол мені өзіне керек кезде ғана шақыра береді. Бірақ барсам да, әйеліңнің айтқанын тыңдайсың деп ұрсады. Ақмарал оған қарап. Сен ешкімнің алдында өзіңді кінәлі сезінбе. Ананды тастама, бірақ бізді де тастама. Жігер әйелінің қолын қысты. Мен сендерді тастамаймын. Ол осы сөзді шын жүрегімен айтты. Бірақ дәл сол кезде Ғалияның басқа жоспары бар екенін екеуі де білмеді. Бір күні түстен кейін Ақмарал Айсафиді ұйықтатып, ас үйде шай дайындап жүрген. Қоңырау соғылды. Ол есікке барды. Есікті ашқанда алдында Ғалия тұрды. Ақмарал бір сәтке не айтарын білмей қалды. Апа? Ғалия қолындағы сөмкесін ұстап, ештеңе болмағандай ішке кіріп кетті. Неге есікті ұзақ ашасың? Ақмарал есіктің алдында қатып қалған. Сіз неге келдіңіз? Ғалия бұрылып. Баламның үйіне келуім үшін сенен рұқсат сұрауым керек пе? Ақмарал үнсіз қалды. Ғалия бөлмелерге көз жүгіртті. Жаман емес екен. Сосын диванға жайғасты. Шай ғой. Ақмаралдың жүрегі қайтадан қысылды. Ол бірнеше секунд үнсіз тұрды. Бір айға ғана жуық уақыт сезінген еркіндігі сол сәтте жоқ болып кеткендей болды. Жігер үйде жоқ, деді ол ақырын. Білемін, мен оған келіп отырған жоқпын. Онда не үшін келдіңіз? Ғалия оған тік қарады. Мен баламның қайда тұрып жатқанын өз көзіммен көргім келді. Ол сөмкесін жанына қойып, әр мен сендермен біраз уақыт бірге тұрамын. Ақмаралдың жүрегі зу ете қалды. Не? Ғалия сабырлы ғана. Естідің ғой. Бірақ біз бөлек тұрамыз деп келіскен едік. Келісімді кім жасады? Сен бе әлде мен бе? Ақмаралдың тілі байланып қалды. Дәл сол сәтте ішкі бөлмеден Айсафидің дауысы шықты. Ақмарал қызына қарай ұмтылды. Ал Ғалия оның соңынан қарап отырып іштей. Баламнан осылай оңай ажыратып аламын деп ойладың ба? Дегендей жымиып қойды. Ақмарал болса сол сәтте жаңа ғана басталған тыныш өмірінің тағы да бұзылғанын сезді. Бірақ бұл жолы ол бұрынғы Ақмарал емес еді. Ол бір рет кетіп көрген, өзінің неге қабілетті екенін сезінген. Енді Ғалияның бұл үйге келуі жаңа қақтығыстың басталуына айналатынын Ақмарал да іштей түсінді. Ғалия үйдің ішін асықпай аралап шықты. Жатын бөлмеге, ас үйге, қонақ бөлмеге бір қарап, қабағын түйіп тұрды. Сосын кенет дауысын көтеріп. Мен өлгенде ғана бөлек тұрасыңдар. Мен тірі тұрғанда жалғыз баламды саған беріп қоймаспын. Ақмарал аң-таң болып оған қарады. Ғалия тоқтамастан сөзін жалғастырды. Сен сайқал мені баламнан тартып алуға тырысып жүрсің. Бірақ мен бұған жол бермеймін. Апа, үндеме. Мен тіпті сенің Айсафиді менің ұлымнан туғанға да сенімді емеспін. Мүмкін көшеден туған шығарсың. Бұл сөз Ақмаралдың жүрегіне пышақ сұққандай болды. Апа, не деп тұрсыз? Доғарыңыз.
Ғалияның жүзі өзгермеді. Сен ойлама, менің ұлым сенсіз өмір сүре алмайды деп. Сен біздің отбасымызға пәк болып келгеніңе күмәнім бар. Түсіндің бе? Ақмаралдың көзінен жас парлап кетті. Адамның ар намысына дейін киетін сөзді қалай айтасыз? Мен сізге не істедім? Ол амалсыздан диванға отыра кетті. Мен бұл үйге келін болып түскеніме әлі толық 2 жылда болған жоқ. Бірақ сіз менің өмірімді тозаққа айналдырдыңыз. Ғалия бірден: сен олай әртіс болмай-ақ қой. Жылағаныңды көрсетіп, мені қорқытып қоям деп ойлайсың ба? Ақмарал жауап бере алмады. Ол тек бетін басып, өксіп жылады. Кешке Жігер жұмыстан келгенде, Ғалия әдейі қонақ бөлмесінде отырған, ал Ақмарал жатын бөлмеде жалғыз еді. Көп жылағаннан көздері ісіп біткен. Ол бір ғана сұрақты қайта-қайта ойлай берді. Неге? Неге ол мені сонша жек көреді? Есіктен Жігер кірген кезде Ғалия бірден мұңайған кейіп келді. Балам, жаным, не болды мама? Мен сендерге қонақ болып келіп едім. Немеремді көрейін дедім. Қолында базарлықты алып келдім. Ол сөмкесін көрсетті. Бірақ сенің әйелің мені үйден қуып шыққысы келді. Мен сен келгенше кетпеймін деп осында отырдым. Жігердің қабағы түйілді. Ақмарал сізді қуды ма? Иә балам, бұл бізді мейміз. Сіз мұнда тұрмайсыз деді. Ғалия көзінің жасын сүртіп қойды. Жігер тағы да анасының сөзіне сеніп, ашумен жатын бөлмеге кірді. Ақмарал! Ақмарал шошып бұрылды. Не болды? Сен менің анамды үйден қуатын кімсің? Жігер, ол менің жалғыз анам. Ақмаралдың жүрегі тағы да ауырды. Мен сенің анаңды қуған жоқпын. Мама өтірік айтып тұр деп тұрсың ба? Жоқ, бірақ ол... Ақмаралдың дауысы дірілдеп кетті. Сенің анам Айсафиді сенің қызын екеніне күмән келтірді. Жігердің жүзі өзгерді. Не? Иә. Ақмарал көз жасына ерік берді. Ол мені сондай сөздермен қорлады. Сол сәтте Ғалия бөлмеге кіріп келді. Өтірікті соқпа. Ақмарал оған қарады. Ғалия бірден дауысын өзгертіп: мен ондай сөз айтқан жоқпын. Айсафиді жанымдай жақсы көремін. Ол менің тұңғыш немерем ғой. Ақмарал ішінен дірете қалды. Мұны адам қалайша 1 минуттың ішінде басқа адамға айналады. Жаңа ғана өзім қорлап тұрған әйел енді мүсәпірге танытып тұр. Ал Жігер болса анасының сөзіне сенді. Сен өтірік айтуды әлі қоймадың ба? Деді ол Ақмаралға. Менің анама жала жаппа. Ақмарал күйеуінің тағы да өзіне сенбегенін көріп, ішінен бір нәрсе үзілгендей болды. Ол бөлмесіне кіріп, үнсіз телефонын алды. Бұл жолы ол анасына қоңырау шалудан қорықпады. Мама, дауысы дірілдеп шықты. Қызым, не болды? Маған әкем екеуміз келіңіздерші. Шамамен 1 сағаттан кейін Ақмаралдың ата-анасы жетіп келді. Әкесі Ералы үйге кіргенде қызын көріп бірден алаңдады. Қызым, не болды? Ақмарал көз жасын тия алмай, болған жағдайдың бәрін айтып берді. Енесінің сөздерін, өзін қорлағанын, Айсафи туралы айтқанын, Жігердің өзіне сенбегенін. Ералының қабағы қатуланды. Ол Ғалияға қарап: құдағи, бұл не қылығыңыз? Неге менің қызымды бұлай қорлайсыз? Ғалия орнынан атып тұрды. Бұл менің келінім. Сендер баяғыда бізге сеніп тапсырғансыңдар. Енді өзіміз шешеміз. Сендер араласпаңдар. Құдағи, біз араласайық деп тұрған жоқпыз. Бірақ қызымызды қорлауға жол бере алмаймыз. Кетіңдер менің ұлымның үйінен. Ақмаралдың анасы да шыдай алмай: құдағи, ашуымызды басыңыз, деп Ғалияның иығына қолын қоймақ болды. Бірақ Ғалия оны кеудесінен итеріп жіберді. Маған қол тигізбе. Ақмарал шошып кетті. Апа! Ералы: құдағи, тоқтаңыз. Жігер, анаңды тоқтатсаңшы. Жігер не айтарын білмей, екі ортада қатып тұрды. Ал Ғалия ашудың жетегінде өзін өзі ұстай алмай кеткен еді. Маған ешкім ақыл айтпасын. Өз балам, өз келінім, өзім білемін. Келесі сәтте Ғалия Ералыға қарай ұмтылып, оны аяғымен бұтының арасынан теуіп жіберді. Ах! Деп Ералы теңселіп барып жерге отыра кетті. Ақмаралдың көзі шарасынан шыға жаздады. Әке! Ол анасымен бірге әкесінің қасына жүгіріп барып оны құшақтады. Әке, сізге не болды? Анасы да жылап: Ералы! Деп күйеуінің қасына отыра кетті. Жігер болса ортада үнсіз қатып қалған. Ол анасының дәл осы сәтке дейін барғанына өзі де сене алмады. Бөлмеде бірнеше секунд ауыр тыныштық орнады. Ғалия әлі де ашуға булығып тұрды. Сендер маған ақыл айтпай-ақ қойыңдар. Өз баламды өзім білемін. Келінімді де өзім тәрбиелеймін. Ақмарал әкесін құшақтап отырып енесіне қарады.
Оның көзіндегі жас тоқтамады. Бірақ бұл жолы ол бұрынғыдай қорқып тұрған жоқ еді. Өйткені алғаш рет оның артында ата-анасы тұрды. Ал Жігер үшін сол сәтте бір нәрсе анық бола бастады. Ол осы уақытқа дейін анасының әрбір сөзіне сеніп келген, бірақ бүгін анасының шектен шыққанын өз көзімен көрді. Ғалияның ашуы енді тек келін мен ене арасындағы мәселе болмай қалған еді. Ол енді екі отбасының арасына түскен үлкен жараға айналды. Ақмарал әкесінің жанында отырған күйі ұзақ уақыт үнсіз қалды. Көз алдындағы жағдайға әлде сене алмайтын. Енесі әкесін тепті. Ал Жігер бәрін көріп тұрды, бірақ үндемеді. Осы үнсіздік Ақмаралға бәрінен ауыр тиді. Ол орнынан баяу көтерілді. Көзіндегі жасын сүртіп, күйеуі мен енесіне кезек-кезек қарады. Жетер енді, шаршадым. Шыдамның да шегі бар. Жігер басын көтерді. Ақмарал. Жоқ. Енді сенің Ақмарал тыңдаш деген сөзіңді де естігім келмейді. Ол Ғалияға бұрылды. Бұл жолы ол апа деген жоқ, сен деп сөйледі. Сен менің өмірімді тозаққа айналдырдым. Ғалия қабағым тиіп. Не деп тұрсың? Сенің қорлығыңа 2 жылдай шыдадым. Келін болып түскен күннен бастап бір ретте тыныш өмір сүрмедім. Ғалия үндемеді. Ақмаралдың даусы дірілдесе де, сөзі анық еді. Сен мені кемсіттім. Күнде тиісіп отырдым. Жүктілік кезінде де тыныштық бермедім. Босанғаннан кейін де баламмен ұйықтатпадым. Ақшамды тартып алғың келді. Мені өтірікші қылдым. Ол бір сәтке Жігерге қарады. Ал сен ше? Әр жолы анаңның сөзін таңдадың. Жігер үнсіз тұрды. Мен сенен бір-ақ нәрсе күттім. Бір рет болса да менің сөзіме сенуіңді. Бір рет болса да, Ақмарал, мен сені қорғайым деуіңді күттім. Оның көзінен жас ақты. Бірақ сен істемедің. Ғалия ашуланып, болды енді. Жылап, өзін жәбірленуші қылып көрсетуді ғой. Осы сөз Ақмаралдың соңғы шыдамына жетті. Жоқ, енді мен сенен қорықпаймын. Үй ішін үнсіздік басты. Үйің де өзіңе, ұлың да өзіңе. Жігердің жүрегі шімете қалды. Ақмарал, мен ажырасамын. Бұл сөзді айтқанда Ақмаралдың өзі де жүрегі ауырғанын сезді. Өйткені ол Жігерді сонда да жақсы көретін, бірақ осындай өмірден әлде қашан шаршаған еді. Ал Ғалияның әкесін тепкені оның көзіндегі соңғы шекарадан да асып кеткен еді. Ақмарал бөлмеге кіріп киімдерін жинай бастады. Қолдары дірілдеп тұрды. Айсафидің киімдерін, жүргектерін, керек заттарын сөмкеге салды. Анасы оған көмектесті. Әкесі болса үнсіз отырды. Ол әлде болған жағдайдан есін жинай алмай отырған. Бірнеше минуттан кейін Ақмарал қызын құшағына алды. Есіктен шығар алдында артына бір рет қарады. Ғалия қолын беліне таянып, еш өкінбегендей қарап тұрды. Ақмарал оған тіке қарады. Баламды қайтардым өзіме. Ғалияның қабағы түйілді. Ақмаралдың даусы қатқыл шықты. Балаңды өмір бойы қасында ұстап отыр, кәрі қақпас. Жігер селк ете қалды. Ақмарал. Бірақ ол тоқтамады. Ғалия алғаш рет келіннен мұндай сөз естіп, жүрегіне тиіп кетсе де білдірмей тұрды. Жігер әйелінің артынан бір қадам аттағысы келді, бірақ батылы жетпеді. Ғалияның алдында ол тағы да үнсіз қалды. Ақмарал ата-анасымен бірге үйден шығып кетті. Есік жабылды. Бірнеше минут бойы үй іші тым-тырыс тұрды. Жігер анасына қарады. Апа. Ғалия оған бұрылды. Не болды? Неге олай істедіңіз? Ғалия бірден. Олар мені осыған өздері жеткізді. Бірақ Жігердің сөзі тамағына кептелді. Анасына қарсы сөз айтуға тағы да батылы жетпеді. Ғалия оның иығынан ұстап, балам, жүр, өз үйімізге қайтайық. Жігер үндемеді. Ештеңе етпейді. Ақмаралсыз да өмір сүре аласын. Жігер диванға үнсіз отырды. Бір кездері оның өміріндегі ең үлкен арманы, сүйген әйелімен анасының бір-бірін түсініп, бір шаңырақ астында бақытты өмір сүру еді. Енді сол арманның күл-талқаны шыққан. Ол екі жақтың бірін таңдауға мәжбүр болды. Бірақ дәл қазір ол ештеңе таңдай алмады. Ал Ақмарал ата-анасының үйіне келген соң шыдай алмай ұзақ жылады. Ол қызын құшағына қысып, мен не істедім? Неге осылай болды деп
өксіп отырды. Менің қызым әкесіз өсетін болды ма? Анасы қасына отырып, қызым, жылама. Мен жігерді жек көрмеймін, мама. Біремін. Бірақ оның анасы мені ешқашан қабылдамады. Анасы қызын құшағына басты. Қазір өзіңді ойла, қызыңды ойла. Ақмарал көз жасын тоқтата алмады. Мүмкін бәріне шыдауым керек пе еді? Әкесі алғаш рет сөзге араласты. Жоқ, қызым, шыдаудың да шегі болады. Ақмарал әкесіне қарады. Бірақ менің қызым. Айсафи сенің қасында өседі. Біз де қасындамыз, бірге өсіреміз. Бұл сөз Ақмаралға аздап болса да күш берді. Арада 3 аптадай уақыт өтті. Ақмарал біртіндеп өзіне келе бастады. Алғашқы күндердегідей жыламайтын болды. Айсафиге қарап, күнделікті тіршілігімен айналысты. Бірақ жігерді жүрегінен бір жола өшіре алмады. Жігер бірнеше рет телефон соқты. Ақмарал телефонның экранына қарап қана қоятын. Қоңырауды көтермейтін. Жігер хабарламада жазды. Ақмарал, сөйлесейікші. Мен сені сағындым. Айсафиді көргім келеді. Бірақ Ақмарал жауап бермеді. Ол енді бір ауыз сөздің өзі қайтадан сол тозаққа апарып соғатыннан қорқатын. Ал Ғалия болса, керісінше өзін жеңімпаз сезінді. Ақыры баламды өзіме қайтарып алдым деп ойлайтын. Ол келіннен құтылғанына іштей мәз болатын. Бірақ Ғалия бір нәрсені түсінбеді. Ақмаралдың кетуі оның жеңісі емес еді. Бұл жігердің өміріндегі ең ауыр таңдау басталғанының белгісі болатын. Өйткені енді жігер анасының жанында отырғанымен, жүрегінің бір бөлігі Ақмарал мен кішкентай Айсафидің қасында еді. Ал 3 апта үнсіздік олардың арасындағы сезімді өшіре ме, әлде жігерді алғаш рет өз өмірі үшін шешім қабылдауға мәжбүрлей ме, мұны уақыт көрсететін. Осылайша Ақмаралдың өмірінде тағы бір ұзақ кезең басталды. Арада жарты жылға жуық уақыт өтті. Осы уақыт ішінде жігер оны талай рет іздеді. Кейде ата-анасының үйіне өзі барып, есіктің алдында ұзақ тұратын. Ақмарал, мен бәрін түсіндім. Кешірші мені. Ақмарал оны үнсіз тыңдайтын. Жігер қызы Айсафиді көрген сайын жүрегі елжірейтін. Қызым мені ұмытып қалмасыншы. Ақмарал, оған әке керек екенін мен де білемін. Бірақ мен сенің анаңмен бірге тұратын үйге қайтпаймын. Біз бөлек тұра алмаймыз ба? Сен өзің де білесің, анаң оған жол бермейді. Жігер үнсіз қалатын. Бір күні Ақмарал оған: болды, біз ажырасамыз. Мен ажырасуға арыз беріп қойдым деді. Жігердің жүрегі ауырды. Шынымен бе? Иә. Ақмарал, мен ол өмірге қайта барғым келмейді. Сот олардың некесін бұзды. Осылайша қағаз жүзінде жігер мен Ақмарал бөтен адамдарға айналды. Бірақ шын өмірде бәрі басқаша еді. Жігер қызын көру үшін Ақмаралдың ата-анасының үйіне келіп жүрді. Кейде Айсафиді серуендетіп кететін, кейде Ақмарал екеуі ұзақ сөйлесетін. Ғалия болса, баласының әйелін әлде жамандайтын. Ақмарал сені менен ажыратпақшы болды. Сенің немерең бар екенін ұмытпа деп, жігер кейде анасына қарсы сөз айтқысы келетін, бірақ айта алмайтын. Өйткені Ғалияның бір ауыз «мен сені жалғыз өсірдім» деген сөзі оның аузын жауып тастайтын. Сот алимент тағайындады. Жігер қызын жақсы көретін айтатын, бірақ Ғалия оған: артық ақша төлеме, өзі жұмыс істесін, сенің де өмірің бар деп, қайта-қайта құлағына құятын. Сөйтіп жігер ресми түрде ең төменгі мөлшерге жақын ақша төлеп жүрді. Бір күні Ақмарал оған қатты ренжіді. Бұл сенің өз қызың ғой, жігер. Білемін. Онда неге осынша аз төлейсің? Мама, тағы да анаң ба? Жігер үндемеді. Ақмаралдың ашуы келді. Сен қашан өз мәселелерімді өзім шешесің? Қашан өз өмірім үшін жауап бересің? Ақмарал, сен әлі мамасының кішкентай баласысың ба өзі? Бұл сөз жігерге ауыр тиді. Мен анамды тастай алмайын. Мен сенен анаңды таста деп тұрған жоқпын. Мен сенен өз қызыңа әке болып, алиментті дұрыстап төле деп сұрап тұрмын. Жігер басын төмен түсірді. Ол Ақмаралдың сөзінің дұрыс екенін іштей білетін, бірақ анасына қарсы тұруға әлі де батылы жетпейтін. Жылдар өте берді. Ғалия болса өзін бақытты сезінді. Ұлы қайтадан өзінің қасында. Кешке бірге шай ішеді. Үйде келін жоқ. Ешкім оның сөзіне қарсы шықпайды. Ол үшін бұл бұрынғы тыныш өмірінің қайта оралған сияқты еді. Ал жігер оған Ақмаралмен кездесіп жүргенін айтпайтын. Кейде жұмыстан кейін: мама, достарыммен кездесемін деп кететін. Шын мәнінде Ақмаралға баратын.
Ғалия біліп қойса, тағы да үлкен жаңжал шығатынын ол жақсы түсінді. Солай арада 4 жылға жуық уақыт өтті. Осы 4 жылда Ақмарал да өзгерді. Ол мектепке мұғалім болып жұмысқа орналасты. Таңертең жұмысқа барып, кешке қызы Айсафидің қасына қайтатын. Ата-анасы оған көп көмектесті. Ақмарал біртіндеп өзіне келді. Бұрынғыдай күн сайын жыламайтын, өзім күте бастады. Жұмысын жақсы көрді, қызын тәрбиеледі. Кейде айнаға қарап, бәлкім осылай өмір сүргенім дұрыс шығар. Сол тозаққа қайта барғаннан осы жақсы деп ойлайтын. Бірақ оның жүрегінде жігерге деген сезім әлі толық өшпеген еді. Өйткені адамды жүректен бір күнде өшіріп тастау мүмкін емес. Жігер екеуі жасырын түрде кездесіп жүрді. Кейде қалада кездесіп, бірнеше сағат бірге жүретін, кейде бір қонақ үйде түнеп, ұзақ сөйлесетін. Олар қайтадан қыз бен жігіт сияқты болып кеткен еді. Некелері жоқ, бір шамырақта тұрмайды, бірақ сезімдері бар. Жігер әр кездескен сайын, мама қартайып қалды. Ол мені жалғыз өсірді. Мен оны қазір қастай алмаймын. Ақмарал үндемей тыңдайтын. Бір күні ол қартайып, әлсіз болып қалғанда, Жігер оның қолын ұстайтын. Сол кезде екеуміз қайтадан үйленеміз. Сен мені күтші. Ақмарал күліп жіберетін. Мен сенің анаңның үйіне қайта бармаймын. Мен бөлек үй табармын. Мұны 5 жыл бұрында айтқансың. Жігер үнсіз қалатын. Ақмарал, мен сені жақсы көремін. Ақмарал оған қарап, мен де сені жақсы көремін. Бірақ махаббаттың өзі бәрін шеше алмайды. Бір күні Ақмарал өзін әдеттегіден өзгеше сезіне бастады. Таңертең жүрегі айныды. Бірнеше күн бойы әлсіздік болды. Ол бастапқыда мән бермеді, бірақ кейін күмәндана бастады. Дәрігерге барып тексеруден өткенде, көптен бері ұмыт қалған сөзді қайта естіді. Сіз жүктісіз. Ақмарал қатып қалды. Не? Жүктілігі расталды. Ол дәрігердің кабинетінде ұзақ үнсіз отырды. 4 жыл бұрынғы өмірі көз алдынан өтті. Ғалиядан көрген қорлық, Жігердің сөзіне сенбеуі, ажырасу, жалғыздық. Осының бәрі қайтадан басталатындай көрінді. Үйге келген соң ол ұзақ уақыт жалғыз отырды. Қолын ішіне қойып, мен не істеймін деп сыбырлады. Алғашқы ойы, мен бұл баланы дүниеге әкелмеуім керек шығар деген қорқынышты ой болды. Өйткені ол тағы да сол қиындықтарды бастан өткергісі келмеді. Бірақ бірнеше күн бойы ішіндегі кішкентай өмір туралы ойлаған сайын жүрегі жұмсара берді. Ақыры бір күні ол шешім қабылдады. Жігерге телефон соқты. Жігер? Я, не болды? Ақмарал біраз үнсіз тұрды. Мен жүкті болып қалдым. Телефонның ар жағында ұзақ үнсіздік орнады. Не дедің? Бала күтіп жүрмін. Жігердің дауысы дірілдеп кетті. Бұл менің балам ба? Ақмаралдың жүрегі ауырды. Сенен басқа кімнен болар еді? Жігер үнсіз қалды. Сосын, Ақмарал, мен баланы дүниеге әкелемін. Шын айтасың ба? Иә. Ол көз жасын сүртті. Бұл жолы мен ешкімнің не айтатынына қарамаймын. Бір сәтке Жігердің қуанышы сезілгендей болды, бірақ оның қуанышының ар жағында тағы бір қорқыныш тұрды. Мама мұны естісе, не болады? Ал Ақмарал үшін бәрі әлде қашан шешілген еді. Ол бұл баланы дүниеге әкеледі, некесіз болса да, жалғыз болса да. Өйткені 4-5 жыл бұрынғы Ақмарал енді жоқ еді. Ол енді өз шешімін өзі қабылдай алатын әйелге айналған. Ал бұл жүктілік 4-5 жылдан бері өзгермей тұрған Жігердің өмірінде түбегейлі өзгертуі мүмкін еді. Ақмарал жүктілігі туралы анасын айтқанда, анасы бірден қуана қойған жоқ. Қызым, деді ол, біраз үнсіз отырып. Сендер ресми түрде некеде жоқсыңдар ғой. Бұл баланы қалай дүниеге әкелмекшісің? Ақмарал басын төмен түсірді. Білемін, мама. Жігер не дейді? Ол баланы қалайды? Анасы күрсінді. Қызым, мен сенің тағы да қиналғаныңды қаламаймын. Ақмарал көз жасын сүртті. Мен де қиналғым келмейді. Бірақ бұл бала дүниеге келуге тиіс сияқты. Мен оны тастай алмаймын. Анасы қызына ұзақ қарап отырды. Сосын құшағына қысып, жарайды. Қалай болғанда да сен менің қызымсың. Біз сені жалғыз қалдырмаймыз. Айгүні жеткенде Ақмарал ұл босанды. Кішкентай ғана нәрестесін кеудесіне басқанда, оның жүрегін ерекше бір сезім кернеді. Ұлым, ол баласының маңдайынан сүйді. Бұл жолы ол баласын өзі тәрбиелейтінін жақсы білді.
Жігер келіп баласын көрді. Қолын алған кезде көзінде жас пайда болды. Менің ұлым. Ақмарал оған қарап үнсіз тұрды. Бірақ ол кезде олардың арасында бұрынғыдай ерлі зайыптылық жоқ еді. Олар тек балаларының ата-анасы болатын. Ақмарал ұлына жігердім тегін берді. Қағаз жүзінде олар ерлі зайыпты болмаса да, баланың әкесінен тараған пегін беруін дұрыс деп санады. Бұл жамалық Ғалияға да жетті. Жігер: мама, Ақмарал ұл босанды. Ғалия немересінің дүниеге келгенін естісе де, ерекше қуана қоймады. Маған бәрібір. Жігер анасына таңырқап қарады. Мама, ол маған енді кім? Келінім демес, сенің әйелің демес. Ғалия иығын көтерді. 10 бала туса да өзі білсін. Сәл үнсіз тұрып: бірақ сен оған алимент төлемейсің. Жігер үнсіз қалды. Ол өз баласын өзі асырасын. Ғалияның дауысы бұрынғыдай қатты шықпаған. 5 жыл ішінде ол қатты өзгерген еді. Бұрынғыдай мығым емес. Шашына ақ кірген, жүзінде әжім көбейген, бірақ мінезі өзгермеген. Ол әлде ұлын өзіне тиесілі адамдай көретін. Жылдар тағы да өте берді. Ақмарал 2 баласын ата-анасының көмегімен өсірді. Күндіз мектепте жұмыс істеді. Кешке үйге келіп, балаларының сабағын қарады. 2 баласының ортасында жүріп, өз өмірінде ұмытқандай болды. Сырттай қарағанда бәрі жақсы еді. Оның жұмысы бар, балалар бар, ата-анасы жанында. Бірақ жүрегінің бір түкпірінде әлде бір арман жатты. Мен де бір күні бақытты отбасы құрармын. Ол отбасылық бақытты қатты аңсады. Бірақ Жігер қайта үйленуге батылы бармады. Ол да Ақмаралды жақсы көретін, оны жоғалтқысы келмейтін, бірақ анасын да тастай алмайтын. Ақмарал мұны түсінді. Тіпті екеуі қайта үйленіп, бөлек тұрса да, Ғалия олардың тыныштығын оңай бере қоймайтынын ол жақсы білді. Жігер де мұны түсінетін. Сондықтан олардың өмірі бір түрлі шеңбердің ішінде қалып қойды. Бір-бірін жақсы көрді, кездесті, балаларын бірге көрді, бірақ отбасы бола алмады. Бір күні Ақмарал Жігерге: біз енді кездеспей-ақ қояйықшы деді. Жігер аң-таң болды. Неге? Мен шаршадым. Мен сені жақсы көрем. Мен де сені жек көрмеймін. Ақмарал күрсінді. Бірақ осындай өмірден шаршадым. 5 жыл емес, 10 жыл өтсе де өзгермейтін сияқты. Жігер оның қолынан ұстағысы келді. Ақмарал: жоқ Жігер. Ол қолын ақырын босатты. Мен енді өз өмірімді бастағым келеді. Ал мен ше? Сен де өз өмірімді баста. Жігер үнсіз қалды. Ақмарал оның көзіне қарап: сен анаңды таңдадың, мен оны түсінем. Бірақ енді сол таңдаудың салдарымен өмір сүруің керек. Ол бұрылып кетті. Жігер артынан ұзақ қарап тұрды. Бірақ Жігер Ақмаралды оңайлықпен жібермеді. Қайта-қайта хабарласты. Балаларын сылтау етті. Кейде мектептің жанына келіп күтетін, кейде бір сөйлесейікші дейтін. Ақмарал: Жігер, мен саған айттым ғой, бізге осылай жалғастыруға болмайды. Бірақ оның өзде жүрегінің бір бұрышында Жігерді әлде күтіп жүргенін мойындағысы келмейтін. Ал Ғалия ше? Ол қазір бұрынғыдай жас емес. Айнаға қарағанда шашындағы ақ талдарды көретін. Кейде денесі ауырлап, бұрынғыдай жүре алмай қалатын. Бірақ кейбір түндері ол жалғыз қалғанда өткен өмірі есіне түсетін. Күйеуінің өзін тастап кеткені, жалғыз қалғаны, ұлын өзі өсіргені, сосын Ақмаралдың үйден кеткені, ұлының жалғыз қалғаны. Кейде жүрегінің түкпірінде бәлкім мен тым қатты кеттім бе деген бір ой жылт ететін. Бірақ ол ойды өзі-ақ басып тастайтын. Жоқ, мен балам үшін жасадым. Баламды менен артық ешкім жақсы көрмейді. Ол осы сөзбен өзін жұбататын. Оның шын мәнінде үлкен қателік жасағанын түсінер-түсінбесін ешкім білмейтін. Мүмкін бір күні түсінер, мүмкін өмірінің соңына дейін түсінбес. Ал Ақмарал? Ол қазір 2 баласын тәрбиелеп, мектепте жұмыс істеп жүр. Өз аяғымен өмір сүріп келеді. Жігер сол баяғы компанияда жұмыс істейді. Ол да үлкен ел ағасы болып келеді. Бірақ әлде анасымен жүрегіндегі махаббатының арасында қалған. Олар Ақмаралмен кейде кездеседі, кейде сөйлеседі, кейде өткен күндерді еске алады. Бірақ болашақтары қандай болатынын еш қайсысы білмейді. Бір күні қайта үйлене ме? Бөлек шамырақ көтере ме? Жігер анасына қарсы тұра ала ма? Ғалия өз қателігін түсіне ме? Ақмарал тағы да Жігерге сеніп көре ме? Мұның бәрі белгісіз. Қазір олардың әрқайсысы өз өмірмен өмір сүріп жатыр. Бір кезде бір шамырақ астында тұрған 3 адамның тағдыры 3 бөлек жолға бөлініп кетті. Бірі балалар үшін өмір сүріп жүрген Ақмарал. Екіншісі
анасымен сүйген әйелінің арасында қалып қойған жігер. Үшіншісі, өмір бойы жалғыздықпен күресіп, сол жалғыздықтан туған қорқынышын өз баласына жүк қылған Ғалия. Бір қарағанда, бұл кәдімгі отбасы туралы оқиға сияқты. Бірақ олардың өмірі талай жылға созылған бір үлкен драмаға айналды. Кейбір адамдардың өміріндегі ең үлкен сұрақтың жауабы жылдар өтсе де табылмайды. Бақытты болуға кедергі болған адамды кешіруге бола ма? Ал Ғалия бір күні өз қателігін түсіне ме? Ол Ақмаралды ғана емес, өз ұлында бақыттан айырғанын сезе ме? Оны ешкім білмейді. Бәлкім өмірдің өзі бір күні бұл сұрақтарға жауап берер. Құрметті тыңдарман, бұл ешқандай көркем шығарма емес, шынайы өмірден алынған оқиға. Қазір өмір сүріп жүрген Ақмаралдың тағдыры. Әңгімемізді соңына дейін тыңдап, кейіпкерлеріміздің қуанышы мен қайғысын бірге өткергендеріміз үшін сіздерге үлкен рахмет. Ақмаралдың тағдыры сіздерді бейжай қалдырмады деп ойлаймыз. Ал Ғалияның әрекетіне әркім әртүрлі баға берер. Ана мен бала арасындағы байланыс, ене мен келіннің қарым-қатынасы, отбасы, кешірім және өз бақытым үшін күресу. Оның бәрі өмірде кездесетін мәселелер. Ал енді сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Сіз Ақмаралдың орнында болсаңыз, не істер едіңіз? Жігерді кешірер ме едіңіз? Ал Ғалияның орнында болсаңыз, ұлыңыздың отбасына осылай араласар ма едіңіз? Ойымызды пікірге міндетті түрде жазыңыздар. Біз барлық пікірлеріңізді оқимыз. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз біз үшін маңызды. Бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі әсерлі әңгімелерде қайта кездескенше, аман есен болыңыздар.